Ассалаумағалейкум, құрметті Қызылқоға ауданының дағы менің ағаларым, құрдастарым, апа, туысқандарымыз, достарымыз, қош келдіңіздер. Мынау осы батыс өңірінде бір жақсы сөз бар, қош келдің деген. Келгеннен бастап кеткенге дейін қош келдің деп айтады. Оралдағы бір ағамыз айтып еді, мынау біздің жақта келгеннен кеткеннен қош бол деп айтады. Ақтауда келгеннен кеткенге дейін сау бол деп айтады деп. Сол сияқты мына сіздер де қош келдіңіздер. Көңіліміздің хошы көтеріліп, жақсы әңгіме құруға нәсіп етсін, жақсы сұхбат құруға нәсіп етсін. Енді мен негізі Қарағанды облысы Нұра ауданында дүниеге келдім 1966 жылы 12 желтоқсанда. Сол жерде Маржанкөл деген ауыл бар, кішкене ғана ауыл. Сол ауылда 8 жылдық бітіріп, одан кейін Ақмола қаласында құрылыс техникумында оқыдым 4 жыл. ПГС дейді, промышленное гражданское строительство. Соны бітіргеннен кейін әскерге кеттік. 2 жыл Украинада болдық, Луцк қаласында. Оны бітіргеннен кейін Қарағанды мемлекеттік университетінің тарих факультетінде түстім. Сол тарих факультетінде оқып жүріп, бітіргеннен кейін сонда мұғалімдік жұмысқа қалдырылдым. Сол жерде философиямен әуестеніп, философияға қолай беріліп, философия тарихы деген мамандық бойынша аспирантура бітірдім. Одан кейін сол 2008-ге дейін Қарағанды мемлекеттік университетінде жұмыс істедім, философия және психология факультетінде. 2008 жылы Астанаға ауысып, Евразия ұлттық университетінің философия кафедрасында, одан кейін 1 жыл шығармашылық демалыс алып, кандидаттық диссертация қорғадым, осы Абай Шәкәрім Мәшһүрден еңбек құндылығы туралы. Одан кейін 2011 жылы қазақ әдебиеті кафедрасында жұмыс істедім, содан 8 жыл табан аударма. Одан кейін осы қазіргі кезде шығармашылық еркін жұмыстамыз. Дәл қазір Евразия ұлттық университетіндегі Алаш руханият және мәдени даму институтының ғылыми қызметкермін. Сол біздің негізгі мен жайлы білетін келген директорыңыз осы. Рахмет, қошеметтеп қояйық. Өте жақсы. Сізде бір өзіңіз сияқты қарапайым ауылдың баласы екенсіз ғой. Деген студенттен көргенде басқа әлемнің адамы деп қаламыз кейде сөзіңізді бар. Енді Омар аға, әрине осы жерде жасы үлкен, 80 сегеріне шыққан апаларымыз, аталарымызбен бірге мөлдіреген өрімде жастар да осы сіздің әдемі қоғамдық мағынадағы лекциясында жиналып отыр. Осы жерде енді сізді де бізді де ең басты алаңдататын ол әрине қоғамның отбасының құндылығы екенін өзіңіз білесіз. Жалпы мына Қазақстанның байлығы мұнайда, темірде, көмірде емес, ол адам және адами құндылық. Өкінішке орай осы отбасы құндылығы, шаңырақ шаттығы жайына жарасыр ма деп айтып жүргенмен де қазіргі таңда қазіргі қоғамда біз ажырасу көп болып отыр. Өткенде бір физика жазып қойды, Қытайда коронавирус қинаса бізді ажырасу қинап отыр деген сияқты. Әрине қысық көздер өздері мәселесін шеше жатыр. Біз осы ажырасу мәселесін қалай шешеміз, отбасы құндылығын қалай сақтаймыз деген арада өзіңіз бір жақсы. Жалпы мына бұрын қазақта ажырасу деген болмаған екен. Неге дейсіздер? Өйткені мына бұрын осы үйлену қиын болған. Қыз өте қымбат тұрған. Негізі мына біздің тілімізде қымбаттым деген сөз бар ғой. Ол негізі ол сөздің ар жағында экономикалық эквивалент бар. Ал қазір енді қымбаттым деген сөз қалды да, ал бірақ сөздің маңызы кетіп қалды. Ана Мөңке би айтады ғой, қилы-қилы заман болар. Сөздің дейді, маңызы кетіп самалы ғана қалар дейді. Маңызы кетіп самалы ғана қалар. Сондан ол қыз қымбат болмағаннан кейін ажырасу көп болып отыр. Негізі қыз қымбат болу керек. Мысалы, араб елдерінде, Иранда, Түркияда үйлену өте қиын. Мысалы, ол жақта көп адамдар үйлене алмайды. Неге? Өйткені ана қыз қымбат. Қалың мал мәселесі. Иә, негізі мынау қалың мал. Жалпы мынау қазақта өзі қалың мал деген болған, ол ана қызды сату емес біз ойлағандай. Қалың мал дегеніміз болашақ отбасының экономикалық іргетасы. Мысалы 47 дейді, мысалы 47 деген сөз қалың малдың саны, 47 қара мал береді. Сонда қазақ бұрын қыз бала туғанда дүниеге келгенде шыр етіп, кім туды дегенде 47 деп айтады екен, 47 келді. Сонда әуе бастан ол санаға берік орныққан ұғым еді ғой. Ал енді ол бала дүниеге келсе, кім дүниеге келді десе, мал табар дүниеге келді деп айтады екен. Мал табар дейді, жаңағыда
күн шашар дейді, енді әртүрлі айтады. Бірақ негізін маған осы экономикалық терминдер ұнайды да. Неге? Өйткені баланың дүниеге келгеннен бастап оның мәнін, мағынасын, атқаратын қызметін бәрін айқындап тұрған сөздер де бұл. Сонда енді өзіңіз ойлаңыз, мысалы 47 деген оңай мал емес. Бір малың қазір мысалы $2000 тұрса, 47-ні 2-ге көбейткенде қанша? 94 мың доллар сен төлеуің керек ана қызды алу үшін. Сіз ойлаңыз, сонда ол бұрынғы қазақтың әкесі жаңағы ұлын үйлендіру үшін қаншама еңбек етіп, тырбанып, жілік майын созып, әзер үйлендіреді ғой. Енді содан кейін енді өзің ойлаңыз. Енді үйленгеннен кейін, отбасы болғаннан кейін қазан ошақ шылдырамай тұрмайды ғой. Соны енді анамына әңгіме шықса, әкесі де, балам, есің дұрыс па сен? Мен өзі сені әзер үйлендірдім. Енді мен саған қатын әперуге жағдайым жоқ. Енді осы қатынмен боласың өмір бойы. Ал қазір енді неге? Қазір мысалы үйлену оңай. Той жасай саласыз рестораннан. Қалың мал деген төленбейді. Соның ағылшындарда бір мақал бар. Easy come, easy go дейді. Жеңіл келген нәрсе жеңіл кетеді дейді. Мысалы сіз $1 миллион алған нәрсеңізді тастамайсыз ғой, мысалы. Оны көзіңіз қарашығын сақтайсыз. Ол өте қымбат. Тіпті мен сізге айтайын, қазақта бір сөз бар. Мысалы енді қазір балаларды әкелер үйлендіріп жатыр ғой. Әкелер үйлендіріп жатыр. Қазақта бейдеп айтады. Әкесінің ақшасына үйленген бала қатынның қадірін білмейді дейді. Әкесінің ақшасына үйленген. Иә. Қараңыз, қазақтың экономикалық санасы қандай биік болған. Бала өзі тырбанып, ақша жинап, қалың малын төлеп үйленсе, ол сол қымбат нәрсені аялап, қадірлеп, түбіне жаңағыдай қадірін жетеді екен ғой. Сонда қолда бар алтын қадірі жоқ дейді. Қолда бар. Яғни сонда мен өзім ойлаймын, ең бірінші себебі сол дәстүрлі біздің қазақтың дүниетанымындағы сол қалың малдың болмауы, яғни оңай келуі, жаңағы баланың жаңағы санасына ол әсер етпейді ешқандай. Ол өйткені ол былайша айтқан кезде дайын асқа тік қасып қойып үйленіп жатыр ғой. Ешқандай да еңбек сіңірмеген ол үйленуге, түсінесіз бе? Ал кез келген еңбек сіңірмеген нәрсе ол оңай кетеді. Қадірі болмайды. Бұл бірінші себебі. Екінші себебі, енді қалмалсыз-ақ жақсы жарасып кеткен адамдар бар. Бұл теңдік принципін жүзеге аспауы. Қазақта бір сөз бар: тең теңімен, тезек қабымен дейді. Көп адамдар тең дегенді бүйтіп ойлайды. Сенде бір машина, менде бір машина. Сенде бір коттедж, менде бір коттедж. Материалдық тұрғыда. Ал теңдік деген бұл рухани категория. Мысалы, Қыз жібек жырында болсын, мысалы Қара қыпшақ Қобыландыда. Сіздер білесіздер, сонда Қара қыпшақ Қобыландыда 6 жасар Қобыланды анау таудың неге барады ғой, жырда. Сол Тоқтарбайдың 90 мың жылқышысы болды. Сол жылқышылардың басшысы естемеске барады ғой. Сонда барса, таудың ар жағында ушу болып жатыр дейді. Не болып жатыр десе, көктем аймақ елінің ханы қызын ұзатайын деп жатыр, соған лайықты бай таба алмай жатыр. Соған кастинг жүргізіп жатыр дейді ғой. Сосын айтады, мен барайын дейді. Қойбай, қарағым, сенің әлі бұғанан бекіген жоқ, қабырған қатқан жоқ, бармайсың дейді ғой. Жоқ, барам деп қоймайды. 6 жасар Қобылан. Жақсы, онда деп бақтаңды бер деп көке деп айналасынан шықпай қойғаннан кейін, жақсы деп батасын беріп, жылқыдан бір тұлпар ұстап барады ғой. Барса, жаңағы құртқаға бай болудың шарты ай астында, күндіз емес, ай астында бақанға мынадай жамбы, алтын жаңағыдай ақша тығып қойған екен, жамбы. Соны атып түсірген адамға тием деп отыр екен ғой. Соның барлық үміткерлер атып атыр, тигізе алмайды. Сонда Қобыланды ай астында садақты шіреміп тұрып тартады. Ай астында жамбыны қаққа бөліп ұшырды. Бұны құртқа көреді, үстіне келіп төнеді. Көз көрмей өңгені. Теңім менің келді деп, басына шашу шашады. Әкесіне жеңге салады дейді. Сонда кім таңдап тұр? Қыз жаңа жігіт. Құртқа таңдап тұр ғой. Құртқа неге байға шықпай жатыр? Теңін күтіп отыр ғой. Сонда қазақта сөз бар: теңін тапсан тегін бер дейді. Тегін тапсан тегін бер, жақсы. Сонда анау қалың малды ол кез келген адам үйлене береді, бірақ сонда негізі сонда үйленудің басты принципі қандай? Тең адамдар үйлену керек қой. Бұл жерде терезесі тең дейді ғой. Яғни адамдар рухани бірдей ойлайтын, рухани жақын адамдар үйлену керек. Сонда ешқашан ажыраспайды олар.
Бізде қазіргі кезде қалай үйленіп жатыр? Бізді құртып жатқан құмарлық деген бір пәле бар. Шәкәрім айтады, құмарлық деген бір ит бар, жаныңа қасшын ит бар дейді. Біздің қазір жастар құмарлық пен ғашықтықты айырамайды. Олар біз ғашықпыз деп ойлайды, шынында олар құмар. Ал құмарлықтың бір жаманы, ол өзінің құмарынан шыққаннан кейін өзінің өліп өшкен жаңағы нысанынан айнып жиркеніп шыға келеді екен ғой. Көрсе қызар деуге де болады. Көрсе қызар дейді. Қазақ айтады ғой, мысалы қазақта деликатестер бар ғой, қазы, қарта деген, мысалы қазақ айтады, қарта дейді, тойса дейді, тойса боқтат дейді. Дұрыс па? Боқтат дейді. Яғни сондан осы құмарлықпен үйленген жастар, құмарлықпен ғашықтықты ажырата алмаған жастар, құмар аяқталғаннан кейін, басылғаннан кейін ыстық суға болды, енді мен сені жақсы көрмеймін, енді сүймеймін деп шыға келеді. Шын мәнінде ол жерде сүю, ғашықтық, махаббат деген атымен болмаған ғой. Ол жерде қарапайым құмарлық. Ал ондай эстетикалық тәрбие беретін бізде ешқандай мектеп жоқ. Ғашықтық пен құмарлықты айырып үйрететін. Бұрынғыдай қазақтың балалары жатып жастанып Қыз Жібекті, Сал Зарқымды, Фархат пен Шырынды ешқайсысы оқымайды қазір. Қоз Көрпеш, Баян Сұлуды оқымайды. Яғни оларда ғашықтық мектебінен дәріс алмайды, сабақ алмайды. Бұл екінші себебі жаңағыдай ажырасудың. Үшінші себебі анау ата-аналары кінәлі. Араласады жастардың ісіне. Өйткені олар жаңағыдай жастардың бақытты болуынан гөрі өздерінің жеке амбициясын бірінші орынға қояды. Түсінесіз бе? Төртінші себебі құда мен құдағилардың бірі-бірін танымауы. Қазақ айтады, құдаң құрдасындай болсын, құдағиың сырласындай болсын дейді. Негізінен қазақ бұрын келіннен бұрын құда мен құдағиын таңдаған ғой. Неге? Өйткені құда мен құдағи бір-бірімен жақын болса, жастар еш қайда кетпейді. Екі жағы десе тырп етпейді, көрдіңіз бе? Ал енді құда мен құдағидің арасында симпатия болмағаннан кейін кез келген кикілжіңде олар айтады, жақсы құршыш, ажырасаңыз өзі баяғыдан өздерін ұнатпаушы едім. Баяғыдан бас терісі ұнамаушы еді деп, жаңағыдай ажырасуға осындай себептер бар. Осындай себептер, енді көп себептер. Бірақ мен өзім ойлаймын, ең басты жаңағы тең-теңімен, тезек қабымен деген нәрсе жүзеге асу керек. Сосын ең басты бұл жердегі ең үлкен себебі ажырасудың, бұл үйлену деген негізі ол жастардың шаруасы емес қой. Жастар келін таңдау, жар таңдау, бұл негізі үлкен адамдардың шаруасы. Біз осындай жас адам, мас адам дейді. Оның гормон ұрып тұрған қаныстық, демістік жас адам, ол жаңағыдай өзіне лайықты жар таба қою өте қиын. Оны ілуде біреу болмаса, ол жігіттер тани алмайды оның қыздың ішкі әлемін. Сондан бұндай жауапты да құрметті істі қазақ ол жастарға тапсырмаған бұрын. Бұны ол ата-ана өзі атқарған. Мысалы, ұл бой жетсе, қыз бой жетсе, ұл ер жетсе, ақсақалдар атқа мініп келіңіз деген бұрын. Қазір қай қазақтың ақсақалы атқа мініп іздеп жатыр? Ал қазір сондан қазақ айтады, мен ылғи айтам, ат таңдаған кезде дейді, жас адамда бар дейді, ат таңдаған неге? Өйткені кәрі адамда барсаң, өз сияқты мәстек, жуас адам ат таңдайды екен ғой. Ал қыз таңдағанда кәрі адамда бар дейді. Неге? Өйткені кәрі адам өмірде көргені, түйгені мол, тәжірибесі мол, бірден таниды екен ғой. Ол қыздың сыртқы сұлулығына да, әлекеушілікүйіне де алданбайды. Бірден, осы маған келін бола ма, болмай ма? Оның ішкі әлемін таниды екен ғой. Ал шын мәнінде жаңағы Абай айтып отыр ғой, біреуді көркі бар деп жақсы көрме. Бізде қазіргі кездегі қандай мәселе? Бірінші орынға көрік шықты, сыртқы көрік. Бүкіл шоу-бизнес, бүкіл индустрия, мода, барлығы қайда жұмыс істеп жатыр? Адамның сыртқы көркіне. Сыртқы көрік бірінші орынға шығып кетті. Ал Абай айтады, біреуді көркі бар деп жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қыздар нәпсігер ме? Әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей көңіл бөлме дейді. Көңіл берме дейді. Оны Абай тыңдап отқан кім бар? Сондан қыз болашақ жар таңдау деген ол өте ол не шаруа, маңызды шаруа. Ал енді қазіргі кезде ата-аналар неге осындай қауқарсыз болып қалды? Неге сондай бір жігерсіз болып қалды дегенде, ол мынау кешегі қазақтың отбасы институтына балта шабылды. Бұл анау Совет үкіметінен бұрын қалай қазақ орыстың отары болып бас бостандығынан айырылғаннан кейін қазақтың бүкіл институттары
қирай бастады. Соның ішінде отбасы институты қирады, жеңгелер институты деген болған, ол қирады, ақсақалдар институты деген болған, ол қирады, енелер институты деген болған, ол қирады. Содан қазақ совет үкіметі кезінде еркек пен ұрғашы тең деген жалаумен, жалған жалаумен еркек пен әйел теңесіп, отбасы деген мәселенің бәрін үкімет өз мойнына алып, содан қазақтың жаңағы ата-аналары жігерсіз, рухсыз, өзі біледі деген жалған сөзбен өзінің дәрменсіздігін бүркемелейтін жағдайға жеттік қой. Міне негізі қысқа осындай нәрсе. Сондан олар жастар өзі біледі деген сөз, мен дәрменсізбін, менің ақылым аз, күшім жоқ, жігерсізбін, рухым төмен, сорлымын, бейшарамын деген сөз ғой. Өте жақсы жауап. Қошеметтеп қойсақ болады. Осындай қазақтың аталған салтымен ерекше қылып сонау тарихтан үтігін деп алып келді. Енді осы жерде қазір осы Омар ағамыздың арнайы кітаптарын көрмесі бар екен. Жігіттер әкеліп мына жерге қойсақ. Иә, болады. Ал енді осы жаңа айтып қойсыз, жалпы ажырасудың себеп салдарын бір өте жақсы тереңнен толғап айттыңыз, әкелдіңіз. Енді осы ажырасудың алдын қалай аламыз? Мүмкін бізде жаңа аналар кеңесі, ақсақалдар институты сияқтыларды қайтадан жаңғырту керек болса, алдын алу жөнінде ажырасудың жастарға бір қойып. Мынау сіздер білесіздер, мынау мысалы неде? Өзбекстанда былай істеп жатыр. Егер адам ажырасатын болса, әр біреуі $40,000 ақша төлейді үкіметке. Түсінесіз бе? Сосын баланы тартып алады. Ажырассаңыз. Екеуінен тартып алады. Баланы тартып алады, интернатқа береді. Өйткені енді ажырасқан адам ол баланы тірі жетім қылып олар асырай алмайды. Сондықтан Өзбекстанда ажырасу деген жоқ. Мен өзім ойлаймын, бізге де сөйту керек енді, басқа амалымыз жоқ. Заңмен, иә, мысалы, ажырасасың ба, $40,000 төле. Әрбіреу. Сосын балаңды өткіз интернатқа. Өйткені сен қалай жүрек шыдайды екен дейсіз. Иә, сонда ажырасу тоқтайды. Дұрыс, өте. Басқа амал жоқ енді. Қазір қазаққа ажыраспа, үйтпе, бүйтпе деген нәрсе жүрмейді. Қазақ қазір енді сөз түсінуден кетіп қалған ғой өзі. Ол бұрынғы қазақ сөзде тоқтайтын. Ұят болады, обал болады деген ұғымдар бұрын жүретін, қазір жүрмейді. Қазір тек қана заң, жазалау, енді басқа жол жоқ. Өйткені осы кезден айтып келдік қой, болмайды, ұят болады деген. Қазір енді кәрі қыз үйде отырып қалу нормаға айналып жатыр. Үйде отырып, оң жақта отырып бала табу нормаға айналып жатыр. Қайтып келу нормаға айналды. Таңғалмайтын болды. Енді не істейсің бұл қазаққа? Бәленшен қыз да келіп жатыр ғой деген. Иә, сыртыма сыйған қыз, ішіме сыйған қыз, сыртыма да сыяды деген жалған түсінік қалыптасты. Рахмет, өте жақсы, салмақты, салиқалы жауап болды. Енді бәріміздің осы әр қазақтың Темірғазы Абай аға, өзіңіз Абай танушы білемін, биыл Абайдың 175 жылдығы деп жатырмыз. Мына Абайдың бір ұлағатты бір керемет сөзі бар. Сол заманда, өз заманда айтқан, 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен ашық бол деп. Ал енді бүгінгі қоғам, бүгінгі жасы бар, үлкені бар, қандай 5 нәрсеге асық бол, қандай 5 нәрседен аулақ болу керек? Қазіргі қоғамның өкілдері осы туралы қысқаша айтып берсеңіз. Енді Абайдың айтып отырған жаңағы өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ дейді ғой. 5 дұшпанын білсеңіз, ол қазірде актуальды. Ол әлі несін жойған жоқ. Өсек бар ма? Бар. Өтірік бар ма? Бар. Өсек, мақтаншақтық бар ма? Бар. Мал шашу бар ма? Бар. Мысалы, ал енді не керек деген кезде Абай айтады, талап, еңбек, терең ой дейді. Қанағат, рахым ойлап қой, 5 асылсыз көнсеңіз. Бізде осы нәрсе болмайды ғой, талап жоқ. Талап, еңбек, терең ой да. Қанағат, рахым. Мысалы, қазір Абайдың тойы жақындап келіп жатыр. Мысалы, Абайдың тойлары қалай өтеді? Киіз үй тігіледі, ат шаптырылады, көкпар, қыз қуу, тағандай. Бітеді, сонымен бітеді. Шын мәнінде бұл дегеніміз мал шашу ғой. Ал Абай нені тіледі? Абай айтты ғой. Абайдың той деген не? Абайдың той деген ол ғылымның тойы.
абай жалпы мынау тойларды жек көрген өзі. Әлгі айтшыл, тойшыл, ыржаң, қылжаң, ит мінез деп сөккен, жақсы көрмеген. Неге? Өйткені ол ғалым адам болған. Жалпы мынау той деген жақсы ғой, той тәңірдің қазынасы деп жатамыз, бірақ қазақта тағы бір сөз бар ғой, арсызға күнде той дейді. Мысалы мынау қазір сіздерде білмеймін, кейбір қалаларда аптаның 7 күні күнде той ғой. Біреу мысалы туған күн дейді, бет ашар, ауыз ашар, тағы не? Немене баланың шілдехана, тіл ашар, бәрі той. Сіз білесіз, сонда біз қашан жұмыс істейміз? Сонда сол абайдың айтып отырған осы жалпы той деген нәрсені абайлап оны тойлама демейміз. Ана жолы кім жақсы айтты ғой, Шаншардың актер Жүсіп. 2-ақ той тойлану керек деді ғой. Қыз ұзатумен үйлену болды. Қалған тойларды доғару керек дейді. Оның бәрі мал шашпақ. Мақтан үшін жасайтын тойлар. Адам қанша уақыты кетеді, қаржысы кетеді, бармайын десе туысқанынан ұялады. Содан мен өзім ойлаймын, осы абай деген кім? Абай деген ол ғылым. Сонда абай айтады ғой, бұрын мысалы қазақтың әкесінің бір-ақ арманы болған екен, баласына қатын әперу. Сонда абай балаңа қатын әперме дейді. Енші берме, балаңды оқыт дейді. Егер балаң дейді оқымай ит боп қалса, кімге опа береді? Саған опа бере ме? Халыққа опа бере ме? Сондықтан ғылым бұл мал аяйтын жол емес дейді. Біз мысалы ғылымнан мал аяп отырмыз ғой. Неге біз дамымай жатырмыз? Өйткені бізде қараңыздар, Илон Маск деген Америкадағы өнертапқыш Марсқа жол салып, космостық туризм негізін қалап жатыр. Тесла деген электр батареясымен жүретін автомобильдер шығарып жатыр. Біз әлі мұнай мен газға тұншығып отырмыз. Неге? Ғылымның жоқтығынан. Қайта сіздерде газ бар, көп ауылдарда мысалы газ жоқ, әлі көмір жағып отыр. Соны не? Осының бәрі ғылымның жоқтығынан. Қазір ғылымның заманы. Сондан қазір той тойлайтын уақыт емес. Сондан қазір кезде баланың сапасы ол үй алғанмен, машина алғанмен жаңағыдай өлшенбейді. Баланың сапасы қалай өлшенеді деген абай айтады ғой. Қашан бір бала ғылым, білімді, махаббат пен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады дейді. Яғни мынау өсіп келе жатқан балаларыңызды қараңыздар, махаббаты бар ма, жоқ па? Махаббаты жоқ болса, яғни балаңыз сапасыз, дұрыстап тумағансыз. Өйткені баланың ғылым білген махаббаты болмаса дейді абай айтады, онда ол Құдайды танымайды дейді. Өзін танымайды дейді, дүниені танымайды дейді. Ал енді осы үш таным болмағаннан кейін Құдайды тану, өзін тану, адамды адам деп есептеуге болмайды екен. Міне осындай нәрсе абай. Рахмет, өте жақсы жауап болды, әрине абайдан терең. Шынымен де қазір осы біздің тойшыл болып кеткеніміз өте бір жоғары дәрежеге жетті. Енді абай осы заманы тірі болса, білмеймін қайтер екенін. Олай қарап тұрса, бір жасар баланың тойын тойлап жатыр, бір жасар. Ол бала не болып жатқанын түсінбейді. Ана жерде аңғыраған өзгеден өш жүріп, балаға тілек айтады. Ол бала оны да түсініп жатқан жоқ. Осындай шынымен де бір тойшылдықтан бір ойшылдыққа бет бұратын заман келе жатыр. Енді осы сізбен сұхбатты мен көріп отырсыздар, ауданымыз осы залымыз бірталай толып отыр. Сондықтан енді құрметті көрермендер, Омар Жәлелов ағамыз күнде ортамызға келе бермейді. Осы ат жіберіп алдырамайтын ағамыз арнайы келіп отқасын деп осы көкейде көкіректе сұрақтарыңыз болса, ортаға шығып еркін сұрақтарыңыз қойыңыз. Мына жерде микрофон тұр ортада, сондықтан кез келген сұраққа осы руханият, ел, жұрт мағынасында барлық сұрақтарды тереңнен толғап отыруларыңызға болады. Енді осы орайда тағы бір сауал осы көкейде тұр. Бұйырса келесі жылы осы тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлаймыз. Бұл енді тәуелсіздік деген бабаларымыздың қанымен, аналарымыздың жасымен келген үлкен құндылық. Біреулерге бұйырмай жатыр, талайлар біз осы кезде осы тәуелсіздіктің қадірін білмей жатырмыз ба деп те қорқамыз. Осы орайда қазіргі жас өскіннің санасына жаһанданудың заманында тәуелсіздікті ұлтшылдыққа, мемлекетшілікке қалай баулаймыз, қалай тәрбиелейміз? Бұл туралы Омар не дейді, Абай не дейді дегенге өзіңіз айтып берсеңіз. Жалпы мынау баланы
абай айтады, баланы оқытқанда жақсы дейді, бірақ оны дейді құлшылық қыларлық қана дейді, таза түркше оқыту керек дейді, құлшылық қыларлық қана дейді. Жалпы мынау баланың сонда неге абай ең бірінші құлшылық қыларлық деген сөзді айтып отыр? Өйткені мынау баланың Құдайға құлшылық қыларлық кітаптардың барлығы бұрын түркі тілінде болған, мынау Шағатай тілінде болған ғой. Соны абай бірінші айтады, баланы оқытқанда жақсы дейді, бірақ бірінші құлшылық қыларлық түркше оқытқан жақсы дейді. Енді қараңыз, неге десеңіздер, мынау қазіргі кездегі балалардан неге жақсы адамдар шықпай жатыр? Халықтың қамын ойлайтын, неге шықпай жатыр дегенде, сол алғашқы фундамент дұрыс емес қой баланың. Фундамент дейді, іргетасы дұрыс емес. Ал енді ол іргетасы не дегенде, ол сіздер білесіздер, қазақтың баласы, қазақтың жалпы өзінің білім беру жүйесі болған, қалыптасқан. Білім беру жүйесі. Қазір ол қирап бітті, жоқ қазақтың білім беру жүйесі. Сонда абай жаңағыда қазақтың баласы 5-ке келгенде баланы молдаға береді. Не үшін береді? Шариғатты үйрету үшін. Шариғат нені үйретеді? Ақ пен қараны, пайдалы мен зияндыны, обал мен сауапты үйретеді. Яғни малды қалай адал жолмен табуға болады, харам жолға бармауды үйретеді. Абай айтады ғой, жәліп мәнфағат дәфқі мұзартылар дейді. Жәліп мәнфағат дегеніміз пайдалыға тартылуды үйретеді дейді. Ал дәфқі мұзартылары зияндыны алып тастауды үйретеді дейді. Міне сол жүйені Ресей империясы бұзды. Олар алды да бірден қазақтың баласын алып, қайда интернатқа апарып оқыта бастады. Неге? Өз мақсаттарына. Қазақты басқару үшін, қазақты жеу үшін. Өздеріне тілмәштар керек болды. Жаңағыдай писірлер керек болды, адвокаттар керек болды, қазақтың ішінен шыққан. Жаңа империяға қазақты басқару үшін сонда абай айтады ғой. Осы жаңағыдай қазақтың білім беру жүйесі бұзылып жатқандығын көрген абай, жан айқайын мына өлеңмен жеткізеді. Интернатта оқып жүр. Талай қазақ баласы, жасөспірім көкөрім бейне қолдың саласы, балам закон білді деп қуанар ата-анасы, ойында жоқ бірінің шариғатқа шаласы дейді. Қазір мысалы қазақты теспей сорып отқан сол оқығандар ғой. Рас па? Неге? Өйткені олар шариғаттан білімі жоқ. Обал, сауап, Құдайдың алдында жауап беремін ау. Малды адал жолмен ғана табу керек деген. Келген білім дейсіз ғой. Жоқ, іргетас жоқ, фундамент жоқ қой, көрдіңіз бе? Соны абай неге айтады? Балаларды оқытқанда жақсы, ең бірінші құлшылық қыларлық таза түркше оқытса болады дейді. Сонда мен өзім ойлаймын, бізге қазір мынау қазақтың қазір көңілі толмайды ғой, билікке көңілі толмайды, чиновниктерге, депутаттарға. Мен ол көңілі толмағанда олар енді аспаннан түскен жоқ аяқтар салбырап. Олар да кеше қазақтың балалары ғой, қазақтың отбасында өскен. Неге олар сондай дегенде, өйткені сол жүйе дұрыс емес та, білім беру жүйесі. Сондан сол жаңағы қазақи білім беру жүйесін қалыптастыратын уақыт келді ме деп ойлаймын. Енді қазақ қазір баласын не үшін оқытады? Осы қазақтар, өзіміздің қазір осы залда отырған адамдарды сұрасаңыз да, қазір балаңызды не үшін оқытасаңыз, негізі үш нәрсені айтады. Бала қазақ қазір баласына 3 әңгіме айтады. Жақсы оқы, жақсы қызметке тұрасың, жақсы ақша аласың дейді. 3 әңгіме айтады. Ал абай айтады, жоқ дейді. Балан, бұның зияны не енді? Мынау жақсы оқы деген жаман емес қой енді. Жақсы қызметке тұрасың да жаман емес қой. Жақсы ақша аласың деген жаман емес қой. Бірақ бұның зияны не дегенде, бұның зияны адам бұндай модельде тәрбиеленген бала эгоист болады, өзімшіл болады. Ол тек қана кімді ойлайды? Өзін ойлайды. Өзі үшін оқиды, сөзсіз бе? Ал абай айтады, өзің үшін оқысаң дейді, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді. Қай қазақ мысалы, балам жақсы оқы, еліңе күзетші бол, еліңе қорған бол, халқыңа пайдаң тисін деп қай қазақ оқытып жатыр баласын? Қай қазақ айтады? Балам, мен асырамай-ақ қой, әкеңді асырамай-ақ қой, бәленшенің баласы деп айтқызбасаң болды. Елдің ұлы бол, менің ғана ұлым болма, елдің ұлы бол, елге пайдаң тисін деп біз оқытып жатырмыз ба? Жоқ. Сондықтан не ексең, соны орасың дейді, соны орып жатырмыз қазір. Сол жаңағы өз үшін оттаған хайуандарды тәрбиелеп жатырмыз біз.
Сондан ол бәрібір оған енді қарны тойса болды. Ол Америкада тұра ма, Францияда тұра ма, тәуелсіздігінің құндылығын түкке тұрмайды. Неге? Олар біз тәрбиелеп жатырмыз солай. Жақсы оқы, жақсы ақша аласың, жақсы қызмет тұрасың, болды. Бұл жаңағы ішсем, жесем, ұйықтасам үшін оларды оқытып жатырмыз. Абайды жоқ дейді, олай оқытпау керек дейді. Не үшін оқыту керек баланы дейді. Сонда Абай айтады ғой, қазір қазақ балаларын дейді, орысша үйретіп жатыр дейді. Орыстың ғылымын үйретіп жатыр. Сол орыстың ғылымының қаруымен тағы қазақты аңдымақшы дейді. Сондан оқыған қазақтың балаларынан жақсы адам шықпай жатыр дейді. Неге? Өйткені бір жағынан оларды ата-анасы туысқандары бұзып жатыр дейді. Жоқ, олай оқытпау керек дейді. Ондай ниет керек емес дейді. Не үшін оқыту керек баланы дейді. Қалай адал жолмен мал табуға болады, соны үйретейін деп оқыту керек дейді. Оны көріп, басқалар да үйренсе, соны үйренушілер көбейсе дейді. Ұлықсыған орыстардың барлығына бірдей законы болмаса, зорлығына көнбес едік дейді. Яғни мынау орыс отаршылдығынан шығу жолын айтып отыр Абай. Сол кезінде айтып отыр. Сосын айтады ғой, баланы не үшін оқыту керек дегенде, баланы қазаққа күзетші болсын деп оқыту керек дейді. Күзетші деген кім? Күзетші дегеніміз анау алдындағы малының аман, сау болуын, оның жаңағыдай саулығын, тұтастығын, бейбітшілігін сақтайтын адам ғой. Байқайсыз ба? Баланы қазаққа күзетші болу үшін оқыту керек. Қазақтың қорғаны деген. Қорғаны. Security дейді. Қазір біз осындай сөзді айтамыз ба қазір? Айтасыздар ма? Айтпайсыздар. Неге? Өйткені оған өзіміздің өреміз жетпейді. Қазақ айтады ғой, әкеңде жоқ арғымақ, шешеңде жоқ арғымақ, қайдан саған қарғымақ дейді. Әкесі айтпаса, шешесі айтпаса, ол бала қайдан өседі? Қалай ол Халел Досмағамбетұлы болып алашшыл, ұлтшыл болып өседі? Өспейді. Өйткені ұяда не көрсең, соны ілесін дейді. Сондан егер бір чиновник халықты теспей сорып жатса, оған ешкім кінәлі емес, біз өзіміз кінәліміз. Неге? Өйткені біз өсірдік оны. Абай айтады ғой, бір адам жаман болса, замандасың бәрі виноват дейді. Біз түк көрмегенде, ой, оңбаған иттің баласы жеп жатыр. Сен ғой соны өсірген сол баланы. Ол аспаннан түсті ме? Халықтың арасынан өсіп өніп шыққан балаға дейсіз. Иә. Сонда Абай айтып отыр ғой. Баланы қазаққа күзетші болсын деп оқыту керек. Бізді ел болып дейді. Қараңыздар, бізді ел болып дейді. Жұрт қатарлы ел болып, жұрт сияқты елдің жұрттың қатарына, басқа жұрттардың қатарына қосылудың қамын жейік деп оқыту керек дейді. Бізді ел болып дейді, өсіз бе? Жұрт болып, басқа халықтардың қатарына қосылудың қамын жеу үшін оқыту керек дейді. Қайда бұндай идеология? Міне сонда ғана біздің балаларымыз халықтың қамын ойлайтын болады. Қазіргі кезде біздің балаларымыз мысалы болашақпен кетеді, келмейді. Неге? Өйткені біз оларды ұлтшыл қылып, елші қылып тәрбиелемедік. Қазақта бір жаман сөз бар. Қатты айтады қазақ, ит тойған жеріне, ер туған жеріне. Біз оларды жаңағыдай ит деген нәпсі ғой. Біз оларды нәпсани модусты тәрбиеледік. Тойған жерінде жүре береді олар. Міне, соны Абайдың тағылымы қандай. Сонда мына өсіп жатқан жастарды ұлша тәрбиелеу керек. Ұлша. Ұл деген не? Елдің қамын ойлайтын адам. Ұл. Сонда Махмет Байтұрсын айтқан ғой, ұлды ұлша тәрбиелесең ұл болып өседі, құлша тәрбиелесең құл болып өседі дейді. Қатты айтып жесем ренжімеңіздер. Өкпелек қалмаңыздар. Қошеметтеп қояйық. Өте жақсы жауап болды. Енді көрермендер кезек берейік, қандай ойлары бар екен. Ортаға шығып қысылмаңыздар, еркін форматтағы отырыс бұл жерге. Сондықтан микрофон бар. Ассалаумағалейкум. Мен сізді әлеуметтік желілерде көп тыңдаймын. Осы отырамын. Нұр Бейсенбай. Сізге қоятын сұрағым, сіз мына қазақтың санасын өзгертіп жатқан азамат ретінде сыйлаймыз, құрметтейміз. Сізге сұрағым, мынау отарсыздандыру жөнінде айтсаңыз, оны молырақ айту керек сияқты. Сол қазақтың санасын отарсыздандыру үшін не істеуіміз керек? Қазір мынау елімізде әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Еліміздің тыныштығын бұзуға қаламаймыз. Соған сіздің өзіңіздің көзқарасыңызды білдірсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Жалпы мынау
ауруын жасырған өледі дейді, қазақ айтады. Ауруын жасырған өледі дейді. Негізінен мынау бір осы билік басындағы адамдар айтты. Қазақтың тарихында біз ұялатын еш нәрсе жоқ деді. Ол өтірік сөз. Ұялатын нәрсе бар. Ол не? Ол отаршылдық. Отаршылдық деген не? Құлдық деген сөз ғой ол. Мысалы, отар болу деген не? Бір елдің бас бостандығынан айырылып, бір елдің табанының астына түсуі. Рас па? Сонда біз Кенесарының басы кесілгеннен кейін 1847 жылы, біттік қой біз. Біз ақырындап Ресей империясының отарына айналдық. 1991 жылға дейін. Анау ақ империя, мынау қызыл империя. Екеуінің формасы өзгергенмен заты сол қалды. Сондан біз енді ауырдық қой енді. Ол құлдық, ол рухани бір кесел. Өйткені құлдық деген үлкен бір кесел. Ол рухани ұлттың ұлы денесіне түскен ауру, дімкәстік. Бірақ содан жазылу үшін енді не істеу керек? Оны мойындау керек. Диагнозын қою керек. Өкінішке қарай біз оны мойындамай отырмыз ғой қазір. Неге? Сол баяғы орыстан қорқып отырмыз. Өйткені күшігімізде талап тастаған. Махамбетте бір керемет сөз бар ғой. Құс ілген қуда сын жоқ ұятпен дейді. Құс ілген қуда сын жоқ ұятпен. Сын жоқ ұятпен. Сын жоқ ұятпен. Мынау құс деп бұл жерде жаңағы аққуды айтып отыр. Аққу құстың төресі. Онда ол құс ілмей тұрып, онда сын да бар, ұят та бар. Әдемілік те бар, салтанат та бар. Енді жаңағыдай жыртқыш құс іліп кеткен кезде онда енді сын да қалмайды, ұят та қалмайды екен ғой. Бұл құс ілген қу деп бұл отаршылдықты айтып отыр. Бұл образбен айтып отыр Махамбет. Бізді Ресей империясының екі басты самұрығы іліп кеткен ғой. Біз аққумыз. Аққумыз. Сонда бізде сын да жоқ, ұят та жоқ. Сөз бе? Ал енді сол аққу кейпіне бұрынғы сыны да бар, ұяты бар, сау ұлтқа айналу үшін біз өзіміздің кеселімізді мойындауымыз керек. Оны үкімет өз бетімен мойындамайды. Мен арнайы зерттеген бұл тақырыпты. Бұны осы халықтың зиялы өкілдері өз тізеге салып отырып мойындатады екен. Сонда ғана біз өзіміздің отар болғанымызды ресми түрде үкімет мойындаса, бірінші мойындау керек. Отар болғанды. Ол енді Құдайдан жасырмаған адамды жасыра алмайсың. Біз отар болдық қой. Бұл құлдық. Қазір кездегі болып атқан келеңсіздіктердің бәрі қазақтың жаңағы жігерсіздігі, басының қосылмауы, өз тілінде сөйлемеу, өз мәтінен жирену, өз-өзіне сенбеу деген бүкіл рухани кеселдердің барлығының түп тамыры ол отаршылдық. Бұрын қазақ ондай болмаған. Бұрын қазақ бір адамға бағынған, ат аталып әруақ шақырылғанда өкпе ренішін ұмытып бір тудың астынан табылған қазақ. Абай айтады ғой. Біз дейді ел болудан қалдық, кетіп бара жатқанымыздың екі себебі біз екі нәрсені жоғалттық дейді. Бұрын қазақ бір адамға бағынатын дейді, яғни ханға бағынатын. Қасым хан, Тәуке хан, Хақназар хан, ұлан ғайыр жерді сол осы екі қасиеттің арқасында біз аман сақтап қалдық қой. Сіз ойлаңызшы, ұшқан құстың қанатталатын ұлан ғайыр жерді сізге кім берді? Не үшін берді? Осындай мықты жүйе болғаннан кейін алдық қой біз. Бағынушылық ең біріншіден. Бірінші ханға бағына білу. Сол бір адамға бағынатын дейді. Осы системаны орыстар жойды ғой. Неге? Хандық билікті 1822 жылы жарғымен жойғаннан кейін болыстық жүйені кірді ме, бітті. Қазақ бір-біріне бағынбайды. Соны Абай айтады ғой. Бас-басына би болған өңкей қиқым дейді. Мінекей бұзған жоқ па елдің сиқын? Өздерінде ел болар деп айта алмаймын. Өз қолынан кеткен соң енді өз ырқың дейді. Әні. Біз осыны жоғалттық дейді. Екіншісі дейді, бұрын қазақ өкпе реніш, ашу ыза, ағайын арасындағы наз болмай тұрмайды дейді. Бірақ ат аталып әруақ шақырылғанда барлығы бір тудың астынан табылатын дейді. Біз соны жоғалттық дейді. Бұл отаршылдықтың жаңағы салдарларын айтып отыр. Енді қазір бізге осы екі қасиет табу үшін ешқандай діни, тілдік, басқа да бөліктерге жаңағыдай айырмашылықтар қарамастан қазақ деген кезде бір тудың астынан табылу үшін бірінші біз өзіміздің осы рухани кеселімізден айырылып алуымыз керек. Яғни біз отарсыздануымыз керек. Жаңа Есекең дұрыс айтып отыр. Біз оны ауруын жасырған өледі дейді. Бірінші біз отар болғанымыз мойындауымыз керек. Екіншіден енді біз бір күнде отар болған жоқпыз ғой. Бұқар жырау айтады ғой. Күн батыста бір дұшпан ақырда шығар сол тұстан. Күн шығысқа қарайды, шашын алмай тарайды.
жүзі сары көзі көк, бастығының аты поп, құдайды білмес діні жоқ, аузы басы жүн кәпір, жамандықтан міні жоқ. Жай ойлап келер жұртыңа, жай ойлап, яғни ақырын балды май жағар ортына, ел қамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұрар ортына, бауыздамай шер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды, есепке алар малыңды, әскер қылар балаңды дейді. Әні, Бұқар жау сол кезде айтып отыр ғой. Орыстың отарсыздануын бірақ сөз. Отарлауы бұл. Анау орыс біздің қанымызды шық қойған ғой. Бауыздамай-ақ. Неге? Қан ауысу деген не? Қан ауысу дегеніміз адам өзі үш нәрседен тұрады екен. Ақыл, жан, қан. Ақыл ауысады, орысша сөйлей бастайсың. Ақылың ауысқаннан кейін жаның ауысады, жаның ауысқаннан кейін қаның ауысады. Түсінесіз бе? Қазір қазақтың қанын қайтару үшін бізде деколонизация болу керек. Соны орыстар айтады ғой. Сынаны сына қағып шығарады дейді. Сынаны сені қалай бірте отарлады, миллиардтаған ақша жұмсады ғой. Анау Щербинаның экспедициялары, анау бізге келіп атқан Радловтар, Миллеранский, олардың барлығы қазақты зерттеді. Қалай қазақты біз басып аламыз? Бұлардың осал жері қандай? Рулық жүйесі қандай? Осының бәрін зерттеп барып, миллиардтап ақша жұмсап барып жүзеге асырды ғой. Сөзсіз бе? Енді біз қазір сол бірінші отар екенімізді мойындауымыз керек. Екіншіден, отарсызданудың дәйекті бағдарламасын жасау керек, толыққанды. Үшіншіден, бұған миллиардтап қаржы жұмсау керек. Сол кезде халық сауығады. Сол кезде халық саулыққа айналады. Рухани жаңғыру деген осының. Осы ғой, осы бірақ біз оның атын атап түсін түсе алмай отырмыз ғой. Бірақ осы рухани жаңғыру деген осы отарсыздану. Баяғыда Мұса пайғамбар яһудилерді перғауынның құлдығынан құтқарып алып, 40 жыл шөл даладан алып өтті дейді. Сонда сұрады: "Я Расулалла, сіз неге бүйттіңіз? Неге сіз мынау халқыңызды 40 жыл шөл даладан алып өттіңіз?" дегенде айтты дейді: "Бұлар құл болған халық, ал құл болған халық мемлекет құра алмайды. Олардың бойында құлдығы кетсін деп мен оларды ешкіммен араластырмай 40 жыл бойы шөл даладан алып өттім" деген екен. Санасын жаңғырту. Өйткені өзі құл адамнан тағы бір құл дүниеге келеді, сөзсіз бе? Құлдан құл туады. Сіз мысалы, сен балаң неге жігерсіз? Өйткені сен өзің құлсың. Өзің санаң отарсызданбаған. Сенің тағы бір бойында үрей буған бала туады. Одан тағы сондай бала туады. Рахмет, бәрекелді. Қошеметтеп қойыңыздар. Тағы да көрермендерге мойын бұрай қандай сауалдар? Жастар ел ертеңінде жатады. Осы орайда ел тұтқасын ұстайтын жастар қандай болу керек? Және де қазіргі жастардың кемшілігі мен артықшылығын айта кетсеңіз. Негізінен жас келсе іске дейді ғой, қазақ айтады. Жас келсе іске, кәрі келсе асқа дейді. Өкінішке қарай бізде кәрілер іс орнында отыр, жастар жұмыссыз жүр ғой. Түсінесіз бе? Керісінше болу керек. Біз қазіргі кезде мына билікке, ротация дейді, лифт дейді, әлеуметтік жастарды көп тартуымыз керек. Соларға еркіндік беруіміз керек. Неге? Өйткені олар біздің қоғамның әлеуеті ғой. А біз оларды жоғалтпаймыз. Неге? Өйткені Абай айтады ғой: қартаң тартқан адамнан, мысалы кәрі адам деген не? Кәрі адам дегеніміз сенің энергияң азаяды деген сөз. Абайдың сөзі бар ғой: "Үнеме тұрмас осы шақ" дейді, "жалыны қайтар дененің" дейді. Енді ол энергия деген адам таусылады ғой. Сонда өзі қоғамда өзі кейінгі толқын ағалар, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, ол қоғам ауысып отыру керек. Ұрпақ сабақтастығы. Онсыз біз қоғамда даму болмайды. Сонда баяғыда бір бағбан алып еменнің қасынан бір жас шыбық емен өсіп келе жатыр екен де. Сонда анау алып бағбан анау алып еменді аралап жатыр екен. Сосын жұрт айтты: "Сіз неге бұны осындай алып өсіп тұрған еменді аралап жатсыз?" дегенде айтты дейді ғой: "Бұл емен асарын асады, жасарын жасады. Енді ана өсіп келе жатқан жас шыбыққа кедергі келтіріп тұр. Көлеңкесін түсіріп тұр. Һәм оның бүкіл нәрін сорып жатыр." Осыдан келіп қазақтың моральдық принципі шығады. Қазақ айтады, бұны шәкәрім білдіреді: "Адамшылықтың алды артқыға жол бермек" дейді.
адамшылықтың алды. Сонда ана баяғыда Саққұлақ шешен Сәбден ғой шын аты. Сол өзі Бапан би әкесі, Бапан би Бөгенбай батырдың шөбересі. Немересі. Сонда шөбересі ғой Бөгенбай батырдың Қанжығалы. Сонда мына арқадан кім кепті дейді. Бөлтірік бөрі би мен Байдалы би кеп жер дауы, жесір дауы, арқаның қызыл деген дауылда жылқылар ығып кетіп, соны осы Қанжығалылардан көріп даулап келген ғой. Сонда бөрі би тақпақтап сөйлегенде кімнің әкесі? Сәбден. Тұтығып отырып қалды дейді ғой. Сөйлей алмай. Бапан би тұтығып қалды дейді. Сонда 16 жасар Сәбден босағада отырған. Атып тұрып айт дейді. Дат тақсыр деп айт дейді. Сонда ана кім айт дейді? Байдалы би. Мынау Қанжығалыда сөйлейтін адам қалмаған ба? Әке тұрып ұл сөйлегеннен біз, шеше тұрып қыз сөйлегеннен біз деген емес пе? Бұл не сұмдық дейді ғой. Сонда 16 жасар Сәбден кейін Саққұлақ би атанған айтады ғой. Оның несі сөкет би? Әке тұрып ұл сөйлесе ер жеткені, шеше тұрып қыз сөйлесе бой жеткені. Өсетін жасты, өлетін кәрі бетінен қақса, заманның кер кеткені деп айтты дейді. Біз мысалы мынау жастарды біз өтірік айтамыз, жастар біздің болашағымыз. Ол өтірік, бәрі жалған. Неге орынды бермейсің ал болашағы болса? Өзің өлгенше отырған келеді о жерде. Мынау жастар неге біздің? Олар шаршады мынау жалғандықтан, көлгірсуден бәрінен. Сонда мен жастарға айтам. Ана Америкадан оқып келген жастары бар, болашақпен. Бәрі кетіп жатыр қайттан. Бізге орын жоқ дейді. Мен айтам, сендер ақымақсыңдар, кетпеңдер. Сендер ешкім орынды бермейді, орынды тартып алу керек. Жыламаған балаға емшек жоқ. Сонда қазақтың жастары жігерлі болу керек. Мәди Бапиұлы айтқан ғой, атақты Қаздауыз Қазбектің ұрпағы Мәди айтқан ғой. Немене көрген қызық көрмегендей, жауар бұлт аспанға өрлегендей, жастық шақ көксемсердің жүз емес пе, суыр боп қалың жауға сермегендей дейді. Ал Махамбет не дейді? Махамбет айтады ғой, еліңе тентек атанбай, қасарысқан қарындасқа қанды көбік жұтқызбай, үйде жатқан жігітке төбеден атақ келе ме дейді. Сол Махамбеттің рухы жетпейді жастарға қазір. Рухты болу керек. Ол мысалы ол Құдайдың жолы, бермей ме тартып алу керек. Басқа жол жоқ. Өйткені ол бұл да рухани кесел ғой. Мысалы негізі қазақта бұл былай болған. 63 деген жас бар, пайғамбар жасы. Сонда бізде арқада қазақтың ақсақалдары 63-ге келген кезде пәтуа алысады екен. Болды енді. 63-ке келдік, пайғамбар жасына келдік. Енді дүниенің сөзін сөйлеуді доғарамыз. Енді тек қана елдің қамы, ақирет қамын айтамыз, болды деп жастарға орын береді екен. Ондай сана жоқ қой кәрілерде. Сонда Абай айтады ғой, жаңағы дүние қоңыз, өмір бойы тек қана дүние жинаған, руханият жинамаған, өзінің орын білмейтін, дұрыс қартаймаған шалдың трагедиялық суретін Абай былай береді ғой. Бай-байшыл тартып баға жоқ дейді. Қартаяды ғой, ешкім ұнатпайды олды. Бәрі жаман оған. Бай-байшыл тартып баға жоқ, жастарға жаппас жала жоқ. Жат қораны күзеткен қартаң шалда сана жоқ дейді. Яғни, бұл сенің қораң емес қой, айналайын. Төріңнен көрің жақын. Сенің нағыз қораң ол ақирет. Енді ақиретті күзетуің керек сен қазір. Сондан енді, неге жастар ақылды емес? Өйткені Махамбет айтады ғой. Арқаның қызыл изені, басы күрдек түбарал, қыдырып аруана шаларға, қарияс жоқ, ауылдың жастары болар дивана. Қария деген данышпан ғой. Шал-шауқан ол үлгі емес жастары. Қарияс жоқ, ауылдың жастары бол дивана. Бір сынаған жаманды екі қайтып сынама. Силаспасаң тіріде, екі көзің ағарсын, өлгеннен соң жылама дейді. Ол жастар қайдан ол ақылды болады? Егер осы ауылда ақылды қариялар болмаса.
қариялар дүние қоңыз болса, шалдар жастармен таласып, жаңағыдай ақиретін күзетпей дүниеге таласса, қайдан ол жастар оңады? Рахмет. Ассалаумағалейкум. Мен Ажол Алтынбек Орынбайұлы, Сағыз Қаласынан келіп отырмын, арнайы сіздерді келесіз. Сізге қойатын сұрағым, керемет айтып отырсыз, билік туралы, барлық шындығына келгенде тікесін айтқанда сол билік туралы ғой. Енді қазіргі қазақтың батырлары туралы айтсаңыз, мысалы мен өзім Макс Боқаев, қазақ батыры, кешегі дүниеде өтіп кеткен Дулат Ағаділ, мысалы шыны керек жүрегім жылап тұр қазір, мен осы жерге келгенде де жүрегім жылап тұр. Кеше Ақтөбе қаласына келдім, бүгін осы жерге сіз керек дегісі келіп отырмын. Сіз маған айтып отырсыз өзіңіздің ойыңызды, қазіргі қазақтың жастарында рух жоқ, дұрыс тәрбие жоқ деп. Рух бар, тәрбие бар, жастар бар, бірақ олар құттай шықса, шындықты айтса, неге олар кейін қарай итере береді билік? Сіздің осы жөнінде өзіңіздің ойыңызды ашық айтсаңыз, дұрыстап нақтылап айтсаңыз. Енді мен кеше Нұрбек Бауырмада айттым ғой, сұрады осы. Мен айттым, қашан бізде әділеттік болады дейді да, қашан бізде еркіндік болады дейді. Ал енді американдықтар айтады екен, свобода не дается, свобода завоевывается дейді. Свобода не дается, свобода завоевывается. Олар күледі бізге. Біз жылаймыз ғой, бізде еркіндік жоқ. Еркіндік саған кім береді? Еркіндік саған ешкім бермейді, кешіріңіз. Мынау Европадағы орнаған адамның құқы деген, мынағы 1789 жылғы француз революциясы, жаңағы свобода, равенство, братство, теңдік, туысқандық, әділеттілік, ұрандар, Европа қылып тұрған бұл принциптер қалай келді? Өзінен өзі келді ме? Тарихты оқыңыздар. Мыңдаған адамның несімен келді? Көтерілістермен, жастар, жаңағы барлық халықтың жаңағыдай көшеге шығып, митингке шығумен келді. Ол сіздер ойламаңыздар, ол сіздерге біреу, саған еркіндік деп бере салады деп. Оны көз ашып көкірегі ой адам өзі-ақ сезіп отыр қазір. Сондан ол әрбір халық, мынау, егер сізді осындай билік басқарып отырса, осындай жағдай болып отырса, яғни сіз сондай билікке лайықтысыз деген сөз. Дұрыс па? Әрбір халыққа өзіне лайықты билік беремін депті. Сонда халық өзгеру керек. Құранда бір сөз бар. Сендер өздерің өзгермейінше, мен сендерді өзгерте алмаймын дейді Алла тағала. Мысалы, біреулер айтады, мен өзгеру үшін президент өзгеру керек. Сен өзгеру үшін президенттің қандай қатысы бар оған? Сен мысалы үйде өзің бала шағаңды дұрыс тәрбиелеу үшін президент керек па саған? Біреу келіп саған бала шағаны бүйтіп тәрбиелеп айту керек па? Бала шағаңды ұлтшыл қылып, елшіл қылып тәрбиелеу үшін Абай бар, Шәкәрім бар, Мәшһүр бар, Махамбет бар, Халел Досмұхамедұлы бар. Саған не жетпей ме? Мысалы, кешегі қылышынан қан тамған Ресей империясы кезінде Ахмет Байтұрсынұлын тәрбиеледі ғой, атасы. Балғожа би Ыбырай Алтынсаринді тәрбиеледі ғой. Бүкіл орыс қазаққа қарсы болып тұрғанда шықты ғой солар. Ал қазір енді тәуелсіздік, оқы, бәрі ашық. Неге біз мысалы балалар тәрбиелемейміз? Ал ол билік деген ол не? Билік деген халықтың деңгейі сондай. Рахмет, өте жақсы жауап болды. Тағы сұрақ бар ма Азалдан? Асылбай, менің сұрағым, осы біздің қоғамның бір дерті бар, маскүнемдік дейді. Үлкен қалалар, ауылдарда, мысалы, жаппай көшеге шығып ішу, отбасын тастап ішу, хайуандық ғұмыр кешу бар ғой, суретсіз, мақсатсыз, ешқандай ойламай ішу, мысалы, ешкімнен. Ана жақтан, мына жақтан, мысалы, қазір өткенде әлеуметтік желілерді көріп жатыр, мысалы, Атырау жақтан адамдар Алматы жақтан қаңғып жүріп бар. Ешкім ойламайды. Қалай сонда болашақта, қалай мемлекет құрамыз, оған қандай дәрежеде тоқтау салу керек, мемлекет көлемінде заң керек па? Бұрын айтады ғой, бұрын мына Совет үкіметі кезінде әскерден келсе сразу 3 күнде жұмысқа кіріп істеу. Адамдар жұмыс жасамай қарып қойса болды. Бұлар адамдар сондай хайуандық тіршілікте сондай қалай құтыламыз маскүнемдіктен? Қоғамның үлкен дерті болды. Үлкен дерт, Мынау Абай айтып отыр ғой, жұмысы жоқтық
тамағы тоқтық, аздырар адам боласың дейді. Сондан бұл жердегі мәселе қайдан кетті? Бұл жерде мынау арақ деген не? Өзі қазақ айтады, арақ кедейдің асы дейді. Кедейдің асы. Бизнесі бар адам арақ ішпейді. Бизнесі бар адам той тойламайды. Дұрыс па? Неге? Өйткені оның уақыты жоқ. Ал енді арақты кім ішеді? Жұмыс жоқ. Мақсаты жоқ өмірде. Сондан мен өзім ойлаймын, мынау жалпы мынау адам ішкіш деп кінәлай бермей, ол неге ішеді деген сұраққа жауап беруіміз керек қой. Неге ішеді ол мысалы? Сондан ол мынау жерлерде мысалы қазір Қытаймен не жабылып қалды? Шекара. Бүкіл товар қымбаттап жатыр. Қазақтың экономикасы тұралап жатыр. Неге? Өйткені Қытайға байланып қалған. Мұнай мен газға байланып қалған. Ал мұнай мен газ бітеді бір күні. Қазақтың экономикасы мұнай мен газға емес, қазақтың экономикасы миға байлану керек. Миға, түсінесіз бе? Қазір қандай заман? Мимен асатын заман ғой, мұнай мен газбен емес. Ал мұнай мен газдың ең үлкен зардабы ол адамдарды ойландырмайды екен. Кезінде Күлтөбе деген жақсы хабар болған ғой. Сонда айтқан, сонда бір ой есінде қапты. Мұнай мен газға негізделген экономика дейді. Ол наркоманның инеге отырғандай дейді. Жаңағы тәуелділік дейді. Экономика дамымайды екен. Және мұнай мен газ бар жерде коррупция дамиды екен. Неге? Өйткені кран бір адамның қолында ғой. Оны міндетті түрде біреу сатып алады дейді. Паралап алады. Сондан ол неге арақ ішеді дегенде адамда мақсат, міндет, жұмыс, сондай бір үміт болмағаннан кейін адам арақ ішеді. Сонда мен өзім ойлаймын, біз енді қазір мұндай экономикаға көшуіміз керек те, ақырындап. Мимен жұмыс істейтін, жұмыс орындарын ашу керек өзіміз. Біз мысалы бізде қазір мен бір немде айтқам, ашық алаңда. Бізде қазір бір-ақ бизнес бар. Ол қандай? Той бизнесі. Иә. Ал қойдың жүні шіріп жатыр, терілері шіріп жатыр. Сол қойдың жүнінен жасалған костюмді Түркиядан 80 мыңға сатып аламыз біз. Неге мысалы осындай жерлерде мысалы жүн үйретін, тері өңдейтін заводтар ашпасқа? Неге ашпасқа? Болады ғой. Мини заводтар салып, сол кезде адамдар арақ ішпейді, кешіріңіз. Өйткені ол жұмысқа тартылады, ақша алады. Бұл келеңсіздердің бәрі жаңағы жұмыссыздықтың, шарасыздықтың, адам азғындық жолға қашан түседі? Неден? Бәрібір болмайды деп қолын бір сілтейді ғой, сол кезде арақ іше бастайды. Ол іштегі күйігін арақпен басқысы келеді. Бірақ ол проблема кетпейді. Ертең айыққанда тағы алдыңнан шығады. Тағы ішеді. Сөйтіп масын болып кетеді. Егер адамның бір алдында мақсаты болса, алдында бір 5 қойы болса, 2 сиыры болса, ол арақ ішпейді. Бірақ мынандай адамдар да бар. Қазір көшеде жүрген адамның ойына керемет кезінде бастық болған адам, керемет мұғалім болған адам босқа араққа салынып кетті деп қоғамдық мәселесі туралы айтып өтсеңіз экономикадан. Енді екінші жағынан бір нәрсе бар. Бұл рухани ұлттық идеологияның әлсіздігі бұл. Негізі идеология деген керек. Идеология деген не? Идеология дегеніміз адамдарды бір тәрбиелеп, оларды бір қалыпта ұстау. Идеология керек. Мысалы, идеология дегеніміз, ұлттық идеология деген не? Мысалы, қазақ неге мысалы арақ ішеді дегенде, қазақ мысалы өзін қадірлеген адам мысалы арақ ішпейді. Ұлттық қадір деген бар. Мен осы жайында көп айтам. Сонда негізінен қазақ айтады, қарным ашқанына жыламаймын, қадірім қашқанына жылаймын дейді. Сол мысалы ұлттық идеологияның жарқын көрінісін айтайын сіздерге. Мынау 1924 жылы Антанта деген, бұл империалистердің одағы Антанта. Олар Түркияны бөлшектеп бөліп алғысы келді. Сол кезде билік басына Ататүрк келді. Сонда Ататүрк не деді? Ей, түрік баласы деді. Әлемдегі ең мықты, ең озық ұлт ол түрік деді. Сен түрік болғаны қуан. Түріктен асқан әлемде ұлт жоқ, және түріктің тілінен асқан тіл жоқ деді ғой. Сөйтіп халықтың рухын көтерді. Сол өз халқын көтерді. Әлбетте. Сондан қазіргі кезде бізге осы ұлттық идеология керек. Адам неге арақ ішеді? Неге азғындайды? Өзінің қадірлемегеннен.
Біз мемлекетке не үшін біргеміз? Ел болу үшін біргеміз. Сондан мемлекет елдіктің туын көтеру керек. Ол әлгі бұл жерде біреуді кемсіту деген идея емес, өйткені Достоевский айтады ғой, қандай да бір халық дейді, әлемдегі өзін ең мықты ұлт санамайынша әлемдік мәдениетке үлес қоса алмайды дейді. Ал бізде қазіргі кезде ана тексіздіктің жаңағыдай жегі құрты түсіп кеткен ғой өзегімізге. Орыс жақсы, американ жақсы, араб жақсы, түрік жақсы, кім жаман? Қазақ жаман. Қазақ жаман. Болды. Ондай адамнан сіз жақсылық күтпеңіз енді. Неге? Өйткені ол өз-өзін сыйламаған адам, ол ештеңе өндірмейді. Сондан қазіргі кезде не дейді әлгі батырды батыр десең шашып кетеді, тентек десең жасып кетеді дей ме? Қорқақ жасып кетеді. Сол сияқты мынау халықтың рухын көтеру керек. Рухани тәрбиенің бұл кемшіндігі. Өйткені рухани мықты адам, рухани өзегі мықты адам, ол түрмеге түссе де азбайды. Ол жұмыстан айырылып қалса да азбайды, ол қайттан шығады. Рухани тәрбие болмағаннан кейін адамдар морт-сынып, жалпы азғындау өте оңай ғой. Мысалы, азғындау үшін ешқандай күш қайраткері жоқ. Достоевский айтады ғой, азғындау деген не дейді? Азғындау дейді, ол таудан төмен түскен сияқты дейді. Өте оңай. Ал адамшылық жасау дейді, ол тауға шыққандай дейді. Өзіңді өзің жеңіп отырып, өзің нәпсімен күресіп отыр. Сондан жаңағы нәпсімен күресу, нәпсі деген не, нәпсі тәрбиесі деген сабақтар мектепке кіргізу керек. Сол кезде осындай рухани кеселдер болмайды. Рухани сабақтарда білім саласы міндетті түрде. Өте жақсы, әрине ол жоғарыда ағаларым. Аға, сұрақтар болса. Ассалаумағалейкум, Омар аға. Келестеп, ана өзіңіз айтқандай енді киелі топыраққа Қызылқоға жеріне қош келдіңіз. Біздер сіздер тірілей көру мүмкіндігі туғасын жақыннан тыңдайық деп ертеңге жанталасып. Былай тұрыңыз, тірілей деген орысша, вживую. Қазақтар көзбе-көз, не жүзбе-жүз дейді. Жүзбе-жүз көру мүмкіндігі туғасын. Тірілей көрмесеңіз, өлілей көру. Сағыз дейтін ауылдан келіп тұр, мына үйден шығып бара жатып, үйдегілерге әзілдеп кеткенбіз, отағасы болып кетіп, Омар аға болып келем үйге деп. Қош келдіңіз. Көп сұрақтар қойып отыр, менде бір азымызда ой жаңағы бар болып тұр. Сізді тыңдау мен үшін қышыған жерімді қасумен бірге атап көреміз тыңдаған кезде. Ол шын әңгіме қазіргі таңда мына көйіп кетті, ол фонограммамен өлең айтып, ұлы дала балалары ел аралап жүрген заман, мен ойлаймын, ұлы дала балалар емес, сіз сияқты көз ашып дана балалар көбірек араласа деп. Сол үшін рахмет. Мына Сағыз дейтін осы жерден 120 км жердегі біздің Қызылқоғаның бас қақпасы деп саналатын осы теміржол бойынан да осы біраз осы елдің азаматтары көріп отырсыз ғой, өзіңіздің ұлы кілетшілеріңіз болып келіп отыр. Енді осы балалардың бір қышыған жерін қасу үшін жаңағыдай ұлы дала баласы дегеннің өзі сұрақ сияқты айтып кеткен, сол ұлы дала баласы кім, ол қандай болу керек деген мағынада бірер ой өрбітсеңіз. Жалпы мынау сұрақ қойын тұрсыз ба? Жоқ. Мына қараңыздар, мынау жалпы бізге қазір біз кімдерге зәруміз? Қазақ ерлерге зәру. Ер деген кім? Ер деген ол бізде еркек деген ұғым бар. Еркек деген ұғым ол жыныстық атау. Еркек. Ол мысалы адамға да айтамыз, малға да айтамыз. Еркек. Ол жыныстық атау. Оның антоним ұрғашы. Ол да жыныстық атау. Малға да айтамыз, адамға да айтамыз. Мысалы қазір әйелдерге ұрғашы десең ренжиді. Ұрғаш емеспін деп. Мен айтамын, кімсіңдер сонда ұрғаш емес мұнда? Ал енді біздің бабаларымыз барлығы жыраулардың лексикасында ұрғашы деген сөз актив қолданады. Бұл жыныстық атау. Енді ер деген кім? Ер деген адам өзі екі нәрседен тұрады, жан мен тәннен тұрады. Рас, иә? Сол өзінің тәнін жеңе білген адамды қазақ ер дейді екен. Жаны тәннен жоғары тұратын, жаны тәніне билік жүргізе алатын адамды ер дейді екен. Ол ер ұрғашы да болуы мүмкін, еркек те болуы мүмкін. Ол жынысқа бөлінбейді ер. Ер мінезді әйел деген. Иә, сонда қазақ айтқан сөзінде тұратын, өтірік айтпайтын, қақ-соқпен ісі жоқ, өсек айтпайтын әйелді қандай әйел дейді? Ер мінезді әйел дейді. Мәншүк Мәметова ерлік жасады. Әлия Молдығұлова ерлік жасады. Хиуаз Доспанова ерлік жасады дейміз,
Содан қазір біз ерлерге мұқтажбыз. Ал ердің антонимі қандай? Қатын. Қатын. Ол ана қатын деген сөз өзі негізгі бірінші мағынасы императрица. Қаған император, батыс түрік қағанатындағы. Оның жұбайы қатын, императрица, ол үлкен статус. Екінші мағынасында әйел затының қыздық ғұмыры аяқталғаннан кейін қатындық ғұмыры басталады. Қазақтың қыздары бұрын армандайтын, біз де қатын болармыз, қапқа тары салармыз. Бөрік кигеннің бәрі батыр емес, жаулықтатқанның бәрі қатын емес. Бұл статус. Енді менің қолданып отырған үшінші мағынам бұл ауыспалы мағынасында, образ ретінде. Қатын деген сөз. Сонда бұрын батырлар айтатын, шық жекпе жекке. Ерсің ба, қатынсың ба? Қатынсың ба, ерсің ба? Сонда қатын деп кімді айтамыз? Қатын деп өзінің нәпсін тие алмаған еркекті я ұрғашын айтамыз. Рухани мағынасы. Сонда қазақта мақал бар. Қатын бастаған көш қараң қалады дейді. Ол әйелді айтып отырған жоқ, ұрғашын айтып отырған жоқ. Ол нәпсін тие алмаған еркекті айтып отыр. Қатын деп сөз бе? Қашқан жауға қатын да батыр дейді. Сонда біз қазір балаларды қатын қылып тәрбиелеп жатырмыз ғой. Неге? Өйткені қатын деген кім? Ішу, жеу, ұйықтау, осыдан басқа ештеңе білмейтін адамды қазақ қатын дейді. Яғни денемен өмір сүретін, денесі жанына билік айтатын адамды қазақ қатын дейді. А бізге қазір ерлер керек. Яғни ер деген кім? Өзінің ішсем, жесем, ұйықтасам жоғары тұратын, өзінің қарақан басынан елдің, жердің тағдырын жоғары қоятын адамды қазақ ер дейді. Біз соларға мұқтажбыз. Сондан ерлік тәрбие берілу керек қой. Ал кешіріңіз, ол отбасында ерлерді өсіру үшін ата-ананың өзі ер болу керек бірінші. Екеуі қатын болсын, тағы бір қатын дүниеге келеді. Сосын ренжіме өзің біл. Сондан ал неге біз ерге мұқтажбыз? Өйткені қазақ айтады, ер дейді, ел үшін туады, ел үшін өледі дейді. Міне. Біз қазір ерлерге мұқтажымыз. Ерлерді тәрбиелеу керек. Ерлік тәрбие беру. Сонда мен өзім ойлаймын, жалпы мектепте ер тану деген пән енгізу керек. Уақыты келді. Ер тану. Мысалы бізде қазақтарды қараңыздар. Ажырасу дедіңіз ғой сіз. Сонда қазақтар айтады, еркекке шықты демейді қазақ қызымды. Кімге шықты дейді? Ерге шықты дейді. А сіз қайдан білесіз? Мүмкін ол қатынға шығып жатқан шығар. Егер ол ерге шықса, ол ажыраспаушы еді. Неге? Өйткені ер екі сөйлемейді. Ердің екі сөйлеген өлгені. Ер ешқашанда алған жарын, Алланың алдында берген аманатын тастамайды. Антына адал болады. Ол өйткені ер. Ал қатын, ол айнығыш болады. Бүгін сүйем, ертең сүймеймін. Сондан қыздарыңыз тұрмысқа бергенде тексеріп алу, ол ер ме, әлде қатын ба? Онымен қазақтың шаруасы жоқ. Қызың тұрмысқа шығайын деп отыр. Кімге дейді? Білмеймін, әйтеуір өзі тауып апты. Сосын өздері қосылып, сосын бір жылдан кейін, қызың қайтып кепті ғой. Білмеймін, жараспапты. Сен енді ол қызды, сен дүниеге келдің, енді оның бақытты, баянды ғұмыры кешуіне сен өзің мүдделі болуың керек қой. Сен оны тексеріп алуың керек қой. Кімге сен жаңағыдай оны күні-түні өсірдің, қаншама ақша жұмсадың, түн ұйықтамадың, күн ұйықтамадың. Сондай қымбат қазынаңды енді сен біреуге берген кезде кімге беріп отырғаныңды білуің керек қой сен. Ол мен айтамын ғой, ол қыз деген ол бір қымбат құмыра сияқты, гауһар тастармен безендірілген. Сен оны жасадың, не әкелдің? Енді сен ата-ана ретінде мүдделісің. Ол қымбат гауһар құмыра біреудің төрінде тұра ма, әлде біреудің босағасында тұра ма? Жарқырап, төрінде тұра ма, әлде жуынды құйып қойып босағасында тұра ма? Сен мүдделі болуың керек қой. Осыған ақылымыз жетпей жатыр біздің. Сондан қазақ қоғамы ерлерді тәрбиелемейінше, қазақ қоғамы көркеймейді. Ал ер деген кім? Ер деген ол малым жаным садағасы, жаным арым садағасы тегіп, принциппен өмір сүретін адам. Сосын қатын күнде өледі. Күнде өледі. Ез. Қатын деген ез ғой, күнде өледі. Неге? Өзінің қорқақтығынан, ездігінен күнде өліп отырады. Өлу деген не? Өзінің мүмкіндіктерінен айырылып отырады күн сайын. Ал ер ешқашан мүмкіндігін жібермейді. Неге? Өйткені өзекті ерге бір өлім. Ана. Сонда ер деген кім? Өлім проблемасын шешкен адам. Бұрын қазақ неге батыр болды? Неге ешкімнен қорықпады?
неге мұздай қаруланған орыстың әскеріне, зеңбірегіне найзамен, сойылмен шапты қазақтар? Орыстар таң қалды. Неге? Өйткені қазақ сол кезде ең үлкен қорқыныш өлім қорқынышын жеңген ғой. Ол проблеманы қазақ шешіп алған. Өзекті ерге бір өлім деп. Иә, сонда Шалкиіз айтады ғой, Шалкиіз. Жапырағы жасыл жау терек, жайқалмағы желдендір, шалулығы белдендір. Төренің кежігуі елдендір, байлардың мақтанбағы малдандыр, кешу кешмек сайдандыр, батыр болмақ сойдандыр. Жалаңаш барып жауға ти, Тәңірі өзі біледі, ажалымыз қайдандыр дейді. Қазақ неге мықты болған? Өйткені қазақ проблеманы шешкен. Өлім менің қолымда емес. Өлім кімнің қолында? Тәңірінің қолында, Алланың қолында. Сондықтан қазақтың санасы өлім деген проблемадан азат болған. Қорқыныш деген болмаған. Ал өлім қорқынышы қазір бізді езғіп, қатынғып, аяғымыз ұсап, ойбай өлесің, шықпа. Ұрынып қаласың бір нәрсеге. Риск жетіспейді бізге тәуекел. Ал ер деген кім? Өлім проблемасы шешкен адам ғой. Қалай өлім проблемасы шешесің? Бүкіл потенциалың ашылады екен ғой сен. Өйткені мәшһүр айтады ғой. Өлімшінің күні жетпей, өлтірушінің қолы жетпейді дейді. Тап басып төбеңнен ұрса дағы, Тәңірі өзі қорғап шығар. 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі. Бәрекелді. Міне осы концептуалды мәселелер шешіп алу керек. Сол кезде қорықпайсыз. Өлем деп қорықпайсыз. Ал өлім қорқынышы адамның мүмкіндіктерін шектейді. Сонда өлім деген дейді, Хайдеггер айтады. Өлім деген не дейді? Өлім деген ол адам мүмкіндігінің шегі дейді. Өлімнен қорықпайтын адам өз мүмкіндігінің шегінде жұмыс істейді. Ол шың, адамның өмірінің шыңы. Сонда Жұматай Жақыпбаев айтады ғой, азамат болсаң белсенер, аяңда бермен ендеше, шыңға шық өлгің келсе кер, шыңға шық өлгің келмесе дейді. Шыңға шық. Иә, қыбырлап, жыбырлап, өлімнен қорқып, жер бауырлап өмір сүргеннен шыңға шығып, өліп кетсең, шыңында, өмірінің шыңында, бәрібір тірі қаласың, мәңгі тірі қаласың халықтың жадында. Бәрібір өлесің. Қартайып, ешкімге керегі жоқ қойып, бала шағаңа, кемпіріңе жексұрын боп, өлуге де болады. Бірақ шыңға шығып, халықтың махаббатына бөленіп өлуге болады. Өте керемет. Жауап болды. Рахмет. Әрине осы жерден біз сөздің ішінде керек, бұрын біздің түсінігімізде жаңа ер қатын деген еркек ұрғаш деген мағынада болды ғой. Қазір өте бір жас ашып берді, көңілге қонымды, көкейге қонымды ой болды. Тағы сұрақтар бар ма залдан болса? Естіліп тұр ма? Микрофон сөйлесеңіз. 2 жылдан бері осы Қызылқоға өңірінде жауын азайып кетті, өте жер нетіп кетті, көп жер өртеніп кетті өңірде. Иә, соның себебі мені көптен іздестіріп жүрген, өткенде сол бір ютубтан нетіп нетінден арабтың бір имамы жаңағы айтып жатыр, неге жауын тиылады дейді, елдерде байлар зекет берілмегеннен болады екен дейді. Содан мен ойландым, енді өзім тәрбиемде менің шешем Маңғыстаудың ағайынның қызы кезінде келді. Бекет атаның 11-ші ұрпағы деген ағаштарын деді. Өзім аталарында неде жатыр, ұстарда. Кезінде мешіт салдырған үлкен не болғанысы, діндар болғанысы арғы аталары. Сонда ертеде жаңағы айтып да, байлар зекетті кімге берген, өзінің айналасында ұры-ұры болып отырған ғой. Сол біздің жақ байларына берген. Біздерде қазір мақтаншылықпен жаңағы қойдар танымайтын бірдеңеге шашады, атақтыларға шашады, өзінің ұрыласы ағайын жерде көшеден алып жүр біреуден сайыр. Біреуге жалдан жұмыс жасап, оған арланбайды ешкім. Ол кезде арланған байлар мысалға. Енді бай болып көкірегінде ортада әңгіме айту үшін, ой, мана сенің ауылыңның ұрыласының баласы бетіне шіркеу болады да, мысалы, анауың жүр ғой, сен не көп көрсің, айтып сөйтті, содан қысылған, содан жаңағы зекет бәрін жаңағы айналасына бірінші берген ауысқан ары қарай енді деді, мысалы. Сол институт, мысалы, сіз айтып, қазақ институты бұзылды деп, сол осы бірден бір несі сияқты көремін өзім. Дұрыс айтасыз. Сіздің көзі қарасыңыз болса. Өте жақсы. Жалпы мынау байлық деген нәрсе, ол көп адамдар ойлайды, бұл менің байлығым деп. Шынымен ол сенің байлығың емес қой.
абай айтады ғой, адам ғапыл дейді. Ғапыл дегеніміз бір нәрсені түсінбей өткізіп алу үшін айтады. Ғафил арабша. Сонда адам ғапыл дүниені дерменікі дейді. Дүние байлы, қатын, бала дүниенің ішіне кіреді бәрі. Адам ғапыл дүниені дерменікі, менікі деп жүрген бәрі оныкі дейді. Кімдікі? Алланыкі ғой бәрі. Адам ғапыл дүниені дерменікі, менікі деп жүрген бәрі оныкі. Малда қалып, тәнде қалып, жан кеткенде ойлаш өзің, болады не сенікі дейді. Сонда біздікі бір-ақ нәрсе екен, бұл иман. Басқа ешнәрсе әкеле алмайсыз бұл дүниеден. Шал ақын айтады ғой, керемет шал. Шал би дейді ғой. Неге? Тілеуке Құлекеұлы ғой шын аты. Дүние деген шолақ депті. Жан денеге қонақ депті. Ахирет деген бір киім әкетерің солақ депті. Дүние деген осы, ешкімнің емес досы. Болар еді досы, аумаса егер қосы. Дүниеге қызығамыз несін біліп, аз күнгі қызығына есерленіп, жалаңаш келіп, жалаңаш қайтамыз ғой, 4 қары бөз мойынға тесі біліп дейді. Сондан байды Құдай байлықпен сынайды, кедейді кедейлікпен сынайды. Ол байдың қолындағы мал, ол сенің малың емес, ол Құдайдың малы. Дұрыс айтып отырсыз. Сонда байлық немен ақтайды дегенде қазақ айтады. Байлық өзін дейді, хайырмен ақтайды дейді. Хайыр деген не? Жақсылық жасау. Сонда Ақтанберді айтады ғой. Хайырлы болса баяжан, еркелетіп отыр, баяжан деп отыр. Хайырлы болса баяжан, айдын шалғар көлмен тең. Қайырсыз болса жаманбай, ел қонбайтын шөлмен тең дейді. Сонда мынау жер бетіндегі катастрофалар, өзен сулардың тарылуы, жаңбырдың жаумауы, бұның бәрі адамның пейілінің бұзылуынан. Қазір экософия деген жаңа ғылым шығып жатыр ғой, сонда ашық айтып отыр. Бұрын қазақ неге айтқан? Қарлығашты өлтірме, жыланның өзінің басына сүт құйып шығар, суға сарыма, қарағайды кеспе, жерді қазба. Неге? Білген. Адамның азғындауы немесе адамның рухани кемелденуі қоршаған ортамен тікелей байланысты. Сонда ақыр заман деген, ғалымдар айтып жатыр, ол ақыр заман деген не дейді? Мысалы, бір елде зина, бұзықтық көбейіп кетсе, жер сілкінісі болады. Катастрофа болады, тайфун болады. Байқайсыздар ма? Баяғы Индонезияда. Иә. Сонан шәкәрім айтады ғой. Жер білсе адамзаттың бұл қылығын дейді да, жаңа жамандығын, үстінен бәрін төгіп тастар еді дейді. Сол кезде айтқан. Қазір жер өзі шыдамайды екен ғой мынау жаман энергияға. Анау теңіздегі киттер өзін өзі өлтіріп лақтырып жүреді екен жағаға. Сонда зерттеген ғой, судың құрамы дұрыс, химиялық құрам бәрі дұрыс. Сонда неге дегенде су адамдардың бүкіл жаман ойларын сіңіреді екен де, сол жаман ақпараттық деңгейде ана киттерді өлтіреді екен ғой. Олардың өмір сүру мүмкіндігі болмай қалады екен. Сонда олар өздерін суицид жасайды. Киттер жағаға лақтырады. Сол сияқты сіздер ойламаңыздар. Мынау жаңбыр жаумаса, ниетіміздің бұзылған. Сонда қазақта бұрын жаңбыр жаумаса, не берген? Тасаттық берген. Құдайға жалынып, құрбандық шалып, тасаттық берген. Сол кезде жаңбыр жауған. Ниетіңнен табасың дейді. Ниетіне байланысты адам. Сондан бай адам, дұрыс айтып отыр. Бай адам ол бірінші деген сөз екен ғой. Бай деген бірінші. Қазақта бай деген не? Бірінші деген мағына береді екен. Мысалы, бай бірінші. Мысалы, ауылдың бай деген сөз ауылдағы бірінші адам. Хәм материалдық жағынан, хәм рухани жағынан. Ол бірінші болу керек. Ол шынында дұрыс айтып отыр. Қазақтың байы бір ауылда асыраған ғой. Анау туған туысқандары бұл бай ананың малы емес, менің малым деп қараған ғой, ағамның малы. Өзінің малындай көрген. Қазақта жаңағы таптық күрес болмауы сол ғой. Оны орыстар қолдан жасады ғой, таптық күресті. Қазақта пролетариат деген ұғым жоқ. Ол бәрі өз малым деп есептеген. Ана кім деген? Шәукімбай деген болған ғой Абайдың ауылында. Қызық адам, диуан адам болған екен, қысы жазы далада жатады дейді, жаңағы ошақты алып тастап, күлдің үстіне жатып, жаңағы тоқымды жабылып ұйықтайды екен. Сол Оспан қайтыс болғаннан кейін Абай әмеңгерлікпен Еркежанды алады, Жидебайға көшеді. Сонда Абайдың кісісі көп, күнде мал сойылады, Шәукімбай айтады дейді, мынау атаңа нәлет
деп боқтайды дейді абайды. Басы қазандай бүкіл малын сойып бітіретін болды. Ең құрмаса балтаны да қайрап бермейді деп айтады дейді. Сонда анау Шәукімбай ана малды кімнің малым деп есептеп отыр? Менің малды. Міне қазақи көзқарас. Біздің қазіргі қоғамда сондай болса, жаңағыдай құрғақшылық, қуаңшылық болмайды. Тасаттық беріп, зекет беріп, мынау зекет деген не? Зекет дегеніміз мына малды тазарту. Өзі төрт нәрсемен бекітіледі дейді. Иманды намаз бекітеді, ғылымды кітаппен бекітеміз, денсаулық садақамен бекітіледі, мал дейді, зекетпен бекітіледі дейді. Зекет деген адамның ниетін тазаруы. Зекетті шынында дұрыс айтып отыр. Пайданы басыңа қыл, басынан аса досыңа қыл. Яғни адам бірінші өзінің туған туысқандарына беру керек. Садақаны. Жаңағы көп көріну үшін, көрсету үшін, мақтан үшін емес, дұрыс айтып отыр. Өзінің қасындағы жетпей жатқан адамдар. Бірақ енді кімге көмектесу керек дегенде Абай айтады ғой. Кімге көмектесу керектен де Абай айтады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл дейді. Яғни болайын деп тұрған адамға көмектесу керек екен. Татымсызға қылған болыстық оны бұзады дейді. Яғни жалқау адамға көмектессең, ол бұзылады одан сайын. Кімге көмектесу керек? Өзі болайын деп тұрған адамға көмектесу керек. Міне, талантты, дарынды, бірақ ақшасы жоқ. Сонда қазақ айтады, жақсыға жақсылық қылсан, есінен кетпейді, жаманға жақсылық қылсан, есігінен кетпейді дейді. Бұл масылдыққа да тәрбиелейді. Масылдыққа тәрбиелейді. Сондан кімге көмектесу керек? Оны да білу керек. Адам руханиятты дамыту үшін ол ана ондыққа дәл тигізетін шебер болу керек, мерген болу керек. Керемет. Сұрақ болса тағы. Аллаға шүкір, осындай бір рухани күшті өрісті тап болғанымызға, және осындай бір сіздің осы алуға келгеніңізге, себепші болған ағаларымызға Алла разы болсын, рахмет көп, осындай шаралар көп деп ойлаймын. Мана көп сіздің лекцияларыңыздың көп енді отбасы, бақытты отбасы туралы енді. Менде де сол туралы сұрағым. Бақытты отбасы болу үшін қандай отбасы болу керек, әке қандай болу керек, шеше қандай болу керек? Сіз енді мана әке туралы айтып отырсыз. Ер қандай болу керек, бір сөзді болу керек, әйеліне Алланың аманат ретінде қарау керек. Енді сол жайлы сол әйелдің ерінің алдында міндеті қандай? Қазір енді айтып отыр, әйел мен еркек тең деп, сіз соған келісесіз ба? Әйел мен еркек тең дейді, гендерлік саясат. Енді ол дұрыс айтасыз, иә. Жалпы әйел мен еркек, жаңағыдай, еркекпен енді қазақша дұрыс сөйлесек, еркек пен ұрғашы ешқашан тең бола алмайды. Тең бола алмайды. Неге? Өйткені Ғабит Мүсірепов айтады ғой, Ұлпанның авторы, атақты әйел жанының білгірі Ғабит Мүсірепов айтқан. Ең жаман деген әйелдің қолынан дейді, дүниеге адам әкелу келеді дейді. Қайдағы теңдік? Ең супер еркегің дүниеге адам әкеле алмайды. Сонда әйел несімен күшті? Ең жаман деген әйел дүниеге адам әкеледі дейді. Теңдік туралы әңгіме жоқ қой бұнда. Ол теңдік қолдан жасалған нәрсе. Егер еркек пен әйел тең болса, онда бірінші зардапты әйел көреді. Әйел несімен күшті? Әйел әлсіздігімен күшті. Сила женщины в ее слабости деген сөз ол жай метафора емес, ол шын сөз. Әйелдің күші қайда? Әлсіздігінде. Құдай тағала әйелді әдейі әлсіз қылып жаратқан. Мысалы, әйелдің омыртқасы мен еркектің омыртқасы жер мен көктей арасы. Еркектің омыртқасы 20-30 есе күшті екен. Ғылыми дәлелденген. Әйелдің омыртқасы әлсіз. Әйелді қара жұмысқа салуға болмайды. Неге дейсіздер ғой? Өйткені Бұхар жауап айтады ғой, 9 ай 10 күн көтерген омыртқасы үзілген дейді. Әйел адам дүниеге бала келгенде омыртқасы кәдімгідей үзіледі екен ғой. Сонда Алла тағала әйелді сұлу, әдемі, нәзік қылып жаратқан. Ол судың да сұрауы бар, ол жайда емес, еріккеннен емес ол. Неге? Өйткені сұлу нәрсе ғана дүниеге адам әкеледі. Жаңағы грубый, қожбан әйел бала келе алмайды, кешіріңіз. Еркек неге жаңағы дөрекі? Неге ол жаңағы тастан шауып тастағандай? Өйткені ол жұмыс істеуге арналған. Түсінесіз бе? Сондан әйелдің негізгі міндеті дүниеге бала келу.
болды. Ана болу. Сонда ол бізде қазіргі кезде әйел неге сорлап жүр? Өйткені біз әйелдер жұмысқа салып қойдық. Қазақ айтады, байтал мінсең құлын жоқ дейді. Қалай? Байтал мінсең құлын жоқ. Байталды мініп алсаң құлын тастайды екен ғой. Бүкіл әйелдерді біз мініп алдық қой қазір. Сосын қазақ өспей жатыр. Еркектер жұмыс істемейді, диванда жатыр, әйелдер жұмыс істейді. Базарда жүр. Еркек жұмыс істеу керек. Негізінде мынау қазақ айтады ғой, мал таппайтын еркек болмайды, құрарын айт, бала таппайтын қатын болмайды, тұрарын айт дейді. Мәшһүр айтады, дүниедегі ең жаман, ең сараң әйел дейді, ол бала таппаған әйел дейді. Қазақ айтады дейді, пұшпағы қанамаған, Құдайы қаламаған шіркін деп айтады дейді әйелді. Ең жаман әйел дейді. Ең жаман еркек дейді, белінен бала тамбаған еркек дейді. Ол Құдайдың рахметіне сарандық қылып отыр дейді. Ал енді сол әйелдің қазір отбасында бала тәрбиесіндегі рөлі туралы айтып өтсеңіз. Мен сізге айтайын, мынау неде осы жақында мен Берлинге барып келдім, Абайдың 70 жылын өткіздік Берлинде. Сонда неден Варшавадан Роза Қарақас деген қарындасымыз келді. Сонда Варшавада бір жапон отбасы бар екен. Жапонның әйелі өте білімді, институт бітірген, бірақ жұмыс істемейді дейді. Сосын мен сұрадым, сен неге жұмыс істемейсің деп. Сонда айтты дейді, мен егер жұмыс істесем, менің энергиям күйеуіме, балаларыма жетпей қалады деп айтты дейді. Сондан қазақтың әйелі жұмыс істеуге міндетті емес. Өйткені дүниеге бала келу, оны тәрбиелеу, ол жұмыстың төресі. Ол ең үлкен жұмыс, ең құрметті, ең киелі, ең қастерлі жұмыс деп бағалауымыз керекпіз. Қазір Марғұлан Сейсенбай айтып жатыр, мемлекет оны мемлекеттік деңгейде бағалап, оған ақша төлеп кәдімгідей, оны мемлекеттік деңгейдегі жұмыс деп бағалауымыз керек дейді. Әйтпесе бізде қазір 10 бала тапқан әйелді ақша сұраса, үй сұраса, масыл деп бағалайтын жаман әдет пайда болды. Ол масыл емес. Ол ертеңгі қазақтың 10 жұмыскерін не әкелді? 10 налог төлейтін адамды әкелді. Еуропа неге барлығын шақырып жатыр? Жаңағыдай ақша береміз, үй береміз деп. Неге? Өйткені бала жетпей жатыр. Жұмыс істейтін адам жоқ Еуропада. Сондан олар мигранттарға еріксіз мәжбүр мұқтаж болып отыр. Біз туам дейтін қазақтың әйелін тума деп отырмыз да. Менімен ақылдас. Сонда жалпы еркек өз орнын отбасын асырап, әйел бала табу ісінде әркім өз орнын қолданатын болса, отбасы әркім өз орнында болса, еркек мал тапса, біз еркектерді мал табар қылып тәрбиелесек, онда біздің қазақтар қызын оқытып әуре болмайды. Неге қазақ қызын оқытады? Өйткені болашақ күйеу болса сенбейді. Тастап кетсе қайтам, ажырасып кетсе қайтам, күнін көре қалмайды дейді. Сенім жоқ жерде ештеңе болмайды. Сондан ұлдар дұрыстап тәрбиелесек, қазақ онда қызын отбасына тәрбиелейді ғой. Жапондар сияқты. Рахмет. Қош келдіңіз. Сізге қоятын сұрағым, Абай білімін бар қазаққа сіңіру үшін қандай іс-шаралар атқарылу керек деп ойлайсыз? Жақсы, өте ілімін. Енді былай болсын. Абайдың ілімі жүзеге асу үшін Абайды түсінетін адамдар даярлап шығаруымыз керекпіз. Абай танушыларды. Ол өте қиын шаруа. Өйткені Абайды бәріміз оқимыз, бірақ түсінбейміз. Неге? Өйткені Абайды түсіну үшін Абайды жүрегінен өткізген, Абайға ғашық, Абайды сүйетін, ғылымға махаббаты бар адамдардың легін тәрбиелеп шығаруымыз керекпіз. Біз Абай танудан беретін мұғалімдерді арнайы дайындықтан өткізуіміз керек. Ол кітаппен, оқулықпен шешілмейді ол проблема. Өйткені Абайдың ілімі қандай ілім ол? Ол жүректен жүрекке өтетін ілім. Біз Абайдың тек қана қазір сыртын ғана танып жүрміз. Абай айтады ғой, сыртын көріп, іс бітпес, сырын көрмей дейді. Ал Абайдың сырына үңілу үшін өзінің жүрегінің түбіне үңіле білетін, жүрегін тыңдай білетін, Абай жүрегіне түскен адамдар керек. Сонда Абай айтады ғой,
Не пайда бар мың надан сыртын көріп таң қалсын. Абай сонда тек қана Абайдың сыртын оқитын адамдарды надандардың қатарына кіргізіп отыр. Не пайда бар мың надан сыртын көріп таң қалсын. Одандағы бір есті ішкі сырын аңғарсын. Ғылымда жоқ, өнерде жоқ, даладағы аңдарсың. Жүрегіммен тыңдамай, құлағыммен қармарсың. Көріп тұрып соларды қайтып қана сарнарсың дейді. Сондан ол Абайды түсіну үшін, Абайды ғана емес, Шәкәрім, Мәшһүр, Майлықожа, Бұхар жырау, бұл хәл білімі, қазақтағы хәл, яғни не? Состояние. Егер сенің хәлің болмаса, Абайды түсіне алмайсың. Абайды түсіну үшін бастағы көз аздық етеді. Абайды түсіну үшін адамның жүрек көзі ашық болу керек, көкірек көзі ашық болу керек, ой көзі ашық болу керек. Ал Абайды бұйрықпен, жаңағыдай күшпен, жаңағы қаптатып оқулық шығарыммен Абай шешілмейді. Конференция. Ол Абайдың ілімін түсінетін адамдар даярлау керек қысқасы. Сосын Абайдың іліміне, жаңағыдай қара сөздеріне, өлеңдеріне түсініктемелер жазу керек. Интерпретация жасау керек. Тәпсірлеу керек. Әр сөзін, әрбір әрпін тіпті керек қалса. Ол сол кезде халық түсінеді. Ахмет Байтұрсын айтады ғой, қазіргі Абайды Семей өңірі ғана біледі, Торғай өзі білмейді, және білген адамның өзі Абайды түсінбейді дейді. Бұл Абайдың кінәсі емес дейді. Бұндай күрделі мәтінге үйренбеген қазақтың кінәсі дейді. Неге? Өйткені қазақ бұндай күрделі мәтінге үйренбеген. Қазақтың мәтіні қандай? Қызды айтсам, қызықты айтсам қыздырмалап, батырлар жыры, алтын иек, саралағы, жылғы, эпостар, жаңағы сезіммен суретке құрылған жеңіл поэзия ғой қазақтікі. Ал Абайдың мәтіні ол бірнеше қабат терең астары бар күрделі мәтінді. Сондықтан оны түсіндіру үшін сол күрделі мәтінге бойлай алатын, тереңіне қарай бойлай алатын адамдарды тәрбиелеп шығаруымыз керек. Абайтанушылар тәрбиелеп. Абай бітті. Сонда бір мектепте бір абайтанушы болса болды, бүкіл мектепті дұрыс бағыт береді. Ол өз алдына қаншама абайтанушылар тәрбиелеп шығарады. Бір адам жетеді негізінен. Бір мектепте, бір ауылда бір абайтанушы болса, мысалы, жетеді. Бәрекелді, керемет. Тағы сұрақтар болса. Саламатсыздар, қош келдіңіз, біз қоғамға сөз келеді дегенсің, арнайы сағындан келдік. Ой, бәрекелді. Қуаныштымыз. Енді сізге қояр сұрағым, қазіргі таңда жастар мамандық таңдауда қателесіп жатады. Сіздің ойыңызша мамандық таңдауда нені басшылыққа алу керек деп ойлайсыз? Бәрекелді. Өте керемет сұрақ. Жалпы мынау Әбіш Кекілбаевтың Құс қанаты деген повестер жинағы бар. Сонда бір әңгіме бар. Сонда бір кісі жұмысқа барады, жұмыстан келеді. Ешқандай белсенді емес, идея айтпайды. Бірақ жұмысын бәрі керемет істейді. Жұрттың бәрі оны құрметтемейді. Бірақ жұмысына адал. Сонда Әбіш ағамыз айтады ғой, бұл неге осындай болды дейді. Неге? Өйткені ол, неге ол дейді, өспейді, өнбейді, арманы жоқ, қиял жоқ дейді. Неге дейді? Өйткені ол өзінің балалық арманын сатып жүрген дейді. Балалық арманын сатып жүрген. Мынау адамның кім екендігін білдіретін, айнымайтын, дөп көрсететін жалғыз нәрсе ол арманыңыз сіздің. Құдай тағала әрбіреуімізді белгілі бір мақсатпен жаратқан. Біреуімізді етікші, біреуімізді тігінші, біреуімізді аспазшы. Мысалы бізде бір адамдар бар, шаштараз болғысы келеді, сүйеді. Ата-анасы айтады, ұят болады, қой құрысын, шаштараз болған несі. Ол сүйеді ол істі. Құдай соны шаштараз қылып жаратқан сені. Өзі қалап сол бағытқа жіберу керек дейсіз. Жіберу керек. Біреу мысалы сантехник болғысы келеді. Мысалы қазақ болар бала боғынан дейді. Қазақ осы сыншы ғой. Бай болатын балаңды мал баққаннан білерсің. Сараң болар балаңды зар қаққаннан білерсің. Қазақ өзі баланы сынаған ғой. Баланың бойынан көрінеді өзі. Құдай оны неге жаратқан? Қазақ барлық баласын ғалым қылмаған ғой. Біреуін малшы қылған, біреуін бай қылған, біреу әнші, біреу күйші. Сонда байлар, бұрын қазақтың байлары бір баласын тентек қып тәрбиелейді екен.
Тентек. Ел ішінде бір тентек жүрмейді ме? Иә, неге? Өйткені тентегі бір ауылға ұры жоламайды екен ғой. Ол да мамандық. Милиция жоқ. Милиция жоқ, иә. Әгі, кім айтады ғой әгі, Иман Жүсіп, бір ауылда бір тентек жүрмеуші ме еді? Не болды сонша? Менің барлығың менің соңыма түсіп дейді. Бір ауылда бір тентек болатын бұрын. Ол да мамандық. Ол да қоғамға қажет. Иә. Бәрекелді, көрдіңіздер. Сонда мамандық сонда әр бала өзінің қабілетіне қарай солай жіберіп, осы қоғамға қажетті өзіңнің арманыңа сатқындық жасамау керек. Абай айтады ғой, жүректі адам деген кім дейді? Жүректі адам дейді. Қиын да болса, әділетті жүрегің қалаған істен бас тартпау дейді. Оңайда болса, әділетсіз жүрегің қаламаған істен бас тарту дейді. Міне жүректі адамның моделі сондай болу керек та. Біз аламызда арманымызды оңай сатып кетеміз ғой. Қай жерде грант бар, қай жерде оқуға түсу оңай. Сосын өмір бойы мамандығын сүймегеннен кейін жұмыс сен үшін азап, каторга болады да. Ал өз мамандығын сүйіп түскен адамға жұмыс ләззат сыйлайды. Жұмысқа асығып барасың, үйіңе асығып қайтатын адам ең бақытты адам дейді. Яғни қатыныңды да сүйіп алуың керек. Егер қатының жаман болса, үйге қайтқың келмейді. Анау кездесіп қалады, сөйтіп жүргенде, мынау кездесіп қалады. Қазақтың мамандық таңдау, жар таңдау дегендегі әңгімеңіз. Иә, екі нәрсе. Екеуін де сүю керек қой. Жарыңды да сүйіп алуың керек, теңіңді, мамандығында. Сонда таңертең жұмысқа асығып кетесің, кешке үйге асығып қайту керек қой. Бәрекелді. Қоғамда да отбасында да боласыз. Тағы сұрақ бар екен залдан. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңіз. Мына қателеспесем мұқажыр айтқан болу керек, жақсыдан жаман туады, жаманнан жақсы туады, бірақ тартпай беріп қоймас негіз керек дұрыс. Сонда қанша адам ұмтылғанмен бәрібір тартып кетеді деген сөз болады. Және екінші сұрақ, мына түсіну, ұғыну, есте сақтау қабілеттері бойынша айтып кетсеңіз қалай дамытуға болады? Біреудікі осы залдан аспау мүмкін, біреудікі ары қарай аз болып кетуі мүмкін. Сол туралы. Жақсы. Енді жақсы жаман дейді ғой. Жақсы дегеніміз өзі, жақсы дегеніміз элита. Жаман дегеніміз элита емес. Бұл сын есім емес, бұл зат есім. Мен айтып жүрмін осыны. Айтпашта міне кітап әкелдім сіздерге. Міне жақсы деген кітап. Бұл жақсы осы элитный. Жақсы ой ойлаудан басталады екен ғой. Жақсы ойлау. Жақсы ойла дейді ғой. Жақсы ойлаған адам жақсы сөз айтады. Жақсы сөз айтқан адам жақсы іс істейді. Яғни адамның өмірінің жақсы болуы, жаман болуы, элитный, ол адамның жақсы ойынан басталады екен. Яғни бұл кітапта қалай жақсы жар болуға болады, қалай жақсы келін болуға болады, қалай жақсы отағасы болуға болады. Осы туралы. Екінші кітап харекет, бұл әл-харакатул баракат дейді. Алла тағала айтады екен, ей пендем, харекет қылсаң ғана мен саған берекет берем дейді. Құдайдан күтіп, Құдай қашан береді, алмаппыз, аузыма түс дейді, ол жарамайды екен. Адамның бай болды, кедей болды, Абай айтады, ол өзіңе байланысты, харекетіңе байланысты дейді. Ана кеше Мәлік ағамыз келіп айтты ғой, біздің ауылдың ақсақалдары, менің әкелерім харекет деп айтатын дейді. Әрекет деген сөзді қолданбайтын дейді. Өйткені әрекет деген сөз ол астыртын әрекет, ұры әрекет етеді сөз бе? Ал харекет деген дейді, ол көпшіліктің пайдасына бағытталған істі қана харекет деп есептеледі екен. Жаңа сұраққа келетін болсақ, сондан жақсы деген кім? Жақсы, жаман деген кім дегенде, жақсы малым жаным садағасы, жаным арым садағасы дейтін режимде өмір сүретін адам жақсы. Ал жаман деген кім дегенде Махамбет айтады ғой, жамандарға қарасам малын көрер жанындай дейді. Малын жанындай көретін адам жаман, ол сөз бе? Сондан жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туыс тартып. Дұрыс айтып отыр. Яғни мынау не? Тектілік деген сол ғой. Мысалы, жақсыдан жаман туы мүмкін, бірақ бәрі ол текті да. Баяғыда бір ханның мінезі өте жаман болған ғой ханның. Сонда бір биге айтады дейді. Оның 7 атасынан бері хан болған ғой. Сонда бір биге айтады дейді. Алтын кесенің сынық едің, асылдың сідік едің. Мінезінен дәметпеймін, сүйегінен дәметемін деп айтты дейді. Ана. Сондан текті жақсы жерден қыз алу керек, жақсы жерге қыз беру керек. Қазақ айтады, қызды кімге беру керек дейді. Қызды жеріне бер дейді. Жеріне. Жер деген не деген сөз?
келін жаман емес, келген жері жаман. Яғни қыздың баратын жеріне таңдау керек бірінші. Қызды жеріне бер дейді. Жерінің реті келмесе, еріне бер дейді. Қатын алма, қайын ал дегенде. Қатын алма, қайын ал, жақсы көрер досыңның атын алма, тайын ал дейді қазақ айтады. Міне сондықтан есеп екі түрлі болады. Суық есеп, сосын жүректегі есеп. Бізге жүректегі есеп керек. Жақсы. Қазақтың жалпы мынау бүкіл несі есепке құрылған. Яғни текті дейді, мысалы, жақсы текті ғой. Қазақ айтады, көріп алған көріктіден көрмей алған текті артық. Есеп қой бұл да. Есеп, жақсы есеп және есептің де жақсы болады, жаманы болады. Ал енді жаман есеп деген не? Мысалы, 17-тегі қыз бай, 80-дегі шалға тұрмысқа шығады. Бұл бақа есеп. Неге? Өйткені ертең өледі, бәрі маған байлық маған қалады. Бұл жаман есеп. Бақа есеп. Ал мынау жүректегі есеп бар, бұл тең-тегімен, тезек қабымен әкесін, шешесін көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш деген бұл жақсы есеп. Сондан әлбетте жақсы болу керек. Екінші сұрағыңыз? Есте сақтау қабілетін қалай? Енді қараңыздар. Ларошфуко деген кісі бар. Ларошфуко. Француздың ойшылы айтады ғой. Көп адамды көрдім дейді. Менің көп адамды көрдім. Жады, память қой. Жадым нашар деген дейді. Бірақ бір адамды көрмедім, ақылым маз деген дейді. Содан ол жад память, енді оны жадты не істеу керек? Жаттықтыру керек. Жаттығу, түбірі бір-ақ сөз. Жаттығу, енді жаттығу не деген? Жаттау. Содан Абайдың өлеңін күнде бір өлең жаттасаңыз, жадыңыз мықты болады. Содан ол жады кәрілікке де байланысты емес, жастыққа да байланысты емес. Әлбетте, кез келген нәрсеге Шәкәрім айтады ғой, дағды қалыптастыру керек. Дағды. Мысалы, нан пісіру үшін күнде нан пісіру керек. Бақсы болу үшін күнде құмалақ ашу керек. Рас? Кім айтады сол Шәкәрім? Дағды қылсаң, даптайын істің бәрі. Не дейді? Бал ашқан соң оп-оңай бақсы болмақ. Ол қоя ма ғайыптан хабар бермей? Ана бақсыларға ол дағды ғой. Алдына кетті, қарап отырып айтады. Так, сенің ағаң қайтыс болыпты, жеңгең бүйтіпті. Неге? Өйткені адамдардың өмір стандартыны ғой. Оны ойлайды, құлайды ананың алдында. Қош келдіңіз. Керемет әсерлі кездесу болып жатыр. Менде бұндай сұрақ. Жалпы мына қазір қарап отырсақ, қоғамда мешіт салу көбейіп барады. Сонымен қатар осы жастарымыз дінге деген тұрысы. Манағы бір-бірімен халал харам деп осы мәселелер туралы не айтасыз? Жалпы ауылда мешіт болу керек. Бір ауылда бір мешіт болу керек. Мысалы, сіздерде қанша халық тұрады? Бізде 31 мың халық бар. 31 мың халыққа енді неше мешіт бар? 4-5 мешіт бар. Енді ол көп емес қой. Өйткені мешіт деген жай, мешіт деген сөз арабтың масжид деген сөзінен шыққан. Масжид дегеніміз не? Масжид, яғни сәжде қылатын жер. Ол мысалы мешіт не үшін керек? Мешіт, мысалы, намаз оқығың келе ме, анау қызыл қоғанның бір жағына барып азаптанбай үйдің қасына кіре саласың. Сол үшін ғана керек. Масжид деген. Мысалы, Түркияда әр кварталда бір мешіт мысалы. Бірақ мешіттен де қазір гөрі қажет нәрсе бар қазір қазақта. Ол не? Ол ұлттық мектеп асалу керек. Ұлттық мектеп керек бізге. Өйткені бізде ұлттық мектеп жоқ қазір. КТЛ ол түрік жүйесі, ниш, англо-саксон жүйесі. Қазір біздің мектебіміз советтік қойыртпақ. Класста қазақша, дәлізде орысша. Бізге қазір не керек? Ұлттық мектепте керек. Ол жекеменшік болуы да мүмкін. Мынау дінде, тәрбиеде, ұлттық салт дәстүрде, сол мектептің ішінде қамшы өру, ертоқым жасау, домбыра жасау, қыздарға өрмек тоқыту, кигіз бастыруды үйрететін мектептер керек қазір бізге. Сондан қалталы азаматтар соны ойлау керек. Халқыңа пайдалы боламын десең, Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой, қоғамды түзейтін мұғалім мен мектеп деген. Мектеп пен мұғалімнің жағдайы түзелмей, қоғам түзелмейді деген. Өйткені жақсы мектептің ішінде дін де болады.
тәрбие де болады, салт дәстүр де болады, және баянды болашақта ұлттық мектептен бастауы. Анау Ыбырай Алтынсариннің бір ғана мектебі, Жәңгір ханның ашқан бір ғана мектебі, Әбдікәрім болыстың бір ғана мектебі, қаншама тұлғаларды тәрбиелеп шығарды. Ал мешіт деген ол намазды үйде де оқуға болады. Қазақ айтады, әр қазақтың үйі өзіне мешіт дейді. Екінші сұрақ, жастардың дінге бет бұруы жайлы айтып. Дінге, енді дін деген нәрсе бар. Дін деген анау апиын деді ғой, кім? Маркс, апиын. Ол мысалы дін, оны шәкәрім жындылық дейді, жындылық. Мысалы қазір біраз адамдар жынданып жүр, дін ұстаймын деп. Рас па? Әйтпесе мысалы Сирияға кете ме сау адам? Өзін, қатынын, күнәсіз, пәк балаларын опат қылып Сирияға кете ме? Бұл не, жындылық қой. Сонда бұның диагнозын шәкәрім айтады. Шын ақылмен таппаған дін дейді. Шын ақылмен таппаған дін. Дін емес, ол жындылық дейді. Қармалаған бір соқырсың, өлген оймен көз құлақ. Дін тазасын діннен ізде, дін шатағын сынға сал, анық айна өзіңізде айдақылды қаттырақ дейді. Сондан хадис бар, пайғамбарымыздың Абай келтіреді 38-ші қара сөзінде, әрбір ақылды адамға иман парыз дейді. Әрбір иман келтірген адамға ғибадат парыз дейді. Сондықтан иман ол ақылды адамдарға арналған. Иманды тек қана Құдай Тағала айтады екен Құранда, мені тапқан адам ақылмен ғана табады дейді. Ал біздегі осы болып отқан келеңсіз құбылыстардың бәрі ақылсыздықтан. Біреуге еріп, ақылмен жұмыс істемейтін адамдардың бұл несі ісі. Сонда Абай айтады ғой, ақыл сенбей, сенбеңіз. Бір іске келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты. Кім айтса, мейлі сол айтты. Ақыл сенбей, сенбеңіз. Надандарға бой бермейді, шын сөзбен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, көпір болдың демес қой. Ақылмен сарала деп тұр. Ақыл керек. Дінге ақылмен келу керек. Бәрекелді. Рахмет. Тағы сауал болса, енді қазір уақытта өте көп, сондықтан қысқа сауалдарыңызды қойсаңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті Омар аға. Тағы қош келдіңіз, кеткенше айтамыз деді. Бірақ енді жалғыз Сағыздың елді мекенінен келіп тұрмын, есімім Медет болады. Бұл енді жалғыз Сағыздың емес, осы Қызылорда ауданының бір үлкен проблемасы бар. Жастардың арасында қақтығыстар ауылдық жердегі. Соларға енді қанша жерден болса ауданымызда да ауылымызда да көптеп қойдыруға атсалысып жатыр. Бірақ енді сіз тағы бір жол көрсетіп жіберсеңіз осы нәрселердің тыйылуына. Рахмет. Толықтыра кетейін, бізде Сағыз ауылында осы өкінішке орай ауыл болып бөлінген, қай жерде басшар бөлініп төбелесетін жастар бар. Өкінішке орай былтырлары кісі өліммен аяқталып жатыр дегендей. Осы жақ болып ауыл төбелесуді қалай етеміз жастар арасында? Бұл енді жаңағы қазақта бір сөз бар. Әкесі жоқ үйдің балалар тентек болады дейді. Ақсақалы жоқ ауылдың жігіттері тентек болады дейді. Яғни Сағыз ауылында кім жоқ? Ақсақал жоқ. Ай дейтін ажа жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Ақсақал деген кім? Ақсақал дегеніміз сол ауылдың идеологы. Сондан Сағыз ауылында ақсақалдарды тәрбиелеп шығару керек. Ақсақалды сізге ешкім әкеп бермейді, импорт жоқ оның. Әлбетте. Сол ақсақалдарды тәрбиелеп, ақсақалдар тел мен тентекті тыйып, ұлттық бірлік, ел бірлігі деген мәселелерді қолға алмайынша ол проблема шешілмейді. Ол енді айтуда, жиындарды айту, бірақ соны тыңдайтын жастар болмайды. Енді ол былай болады. Ол былай болады. Жалпы мынау тыңдау деген не? Мысалы, бұрын Бұқар жырау айтады ғой, мал араға түспесе дейді, құр айтқаннан не пайда дейді. Бұрын мысалы сен кінәлісің бе? Не істеген? Айып төлегенсің. Қазір мысалы бір баланың ата-анасы, бір бала мысалы төбелес шығарды ма, ата-анасын шақырып, ол айып төлеу керек.
біз айтамыз, сен айыптысың, ну что? Жарайды, мен айыптымын дейді. Не өзгереді? Сонда Бұқар жырау айтады, қазақтың несі қандай жаңағы жүйесі? Барлық нәрсеге араға не түсіп отырған? Мал түсіп отырған. Әлбетте. Сонда мысалы, жаңағы өзбектер неге ажыраспайды? Өйткені мал араға түсіп отырған. Ажырасасың ба, 40 000 доллар төлейсің. Өмір ажыраспайсың, қатын жақсы көріп кетесің. Сондықтан мынау қазақтың өзінің жүйесі бар, жазалау жүйесі, құн төлеу жүйесі, айып төлеу, соны жүзеге асыру керек. Мысалы, ақсақалдар айту керек, сен айыптысың. Так, бір сиырыңды бересің. Неге? Өйткені сенің ұлың қоғам тәртіп бұзды. Бізде мораль, оқу, жаңағыдай үгіт насихат айту, ол біреуге жетеді, біреуге жетпейді. Өйткені қазақ айтады ғой, сиыр сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды білмейді дейді. Немесе мәшһүр айтады, сыйға көнбеген жаманды өмір қинап үйретеді дейді. Содан ол қазақтың өзінің методтарын қолдану керек. Әлбетте, ақсақалдар айту керек. Мысалы, ақсақалдар, міне, біз ақсақалды шығардық, енді кім төбелесті бастайды, сол осынша айып төлейді. Соған келсесіздер ме деп бірінші келісіп алу керек қауыммен. Сосын ол жақта мысалы анадай ел бірлігі, жастарды біріктіретін сондай бір шаралар көп өткізу керек. Ол жастар неге төбелеседі? Өйткені оларға басқа жұмыс жоқ. Қоғам оларды қажет етпейді. Жұмысқа тұра алмайды. Не істейді енді? Бойындағы күшін олар бір-бірімен төбелесуге жұмсайды. Негізінен күшті адам деген ол біреудің тұмсығын бұзған адам емес қой. Күшті адам дейді, қайратты адам деген кім дейді? Қайратты адам дейді, өзіңді тия білген адам қайратты, сөз бе? Жастарға түсіндіру керек. Күштіліктің моделі біреудің тұмсығын бұзу емес, күштіліктің моделі өзіңді тия білу. Өзіңмен арпалысу, өзіңді жеңу. Сонда қазақ не дейді? Біреуді жеңген жарты батыр, өзің жеңген нағыз батыр дейді. Ой, бәрекелді. Өте керемет сауал. Тағы сауал бар ма залдан? Көрермендерден. Алло, соңғы сауал болсын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Менің бір қойған сауалым жалпы қазақ қоғамында бар проблема мәселе. Біздерде абай атам айтқан ғой, есіктің артын жусаңда қызмет қыл деп. Қазір біздің жастарымыз көбінесе жоғары бітіріп келеді, қалақтай дипломмен үйінде жатқан жұмыс жоқ. Қазір енді мемлекетімізде тағы не ғой, жұмыссыздықты қолдау, көмек береді, ақша төлейміз, жалқаулықты симуляция жасаймыз да. Осыған байланысты бір өзіңіздің айтар. Өте жақсы сұрақ. Жалпы мынау малды негізінен кімнен сұрау керек? Қалай ойлайсыздар? Мал деген негізін араб тілінде малун дейді, ол ақша деген сөз екен. Ақша, капитал, скот емес. Скот көшпелі болғаннан кейін товар оборот, товар айналым малмен жасалғаннан кейін барып оны скот атап кеткен. Өзбектер пул дейді мысалы. Пулың бар ма? Пул деген ол мата, материал. Пул, бұл, қымбат бұл. Олардың айналым, товар айналымы матамен жасалады. Сонда ол мал деген ол ақша, сөйтіп түсінсек. Сонда малды кімнен сұрау керек? Залға сұрақ. Малды кімнен сұрау керек? Малды кімнен сұрау керек? Малдың иесі кім? Дұрыс айтасыздар. Малды Құдайдан сұрау керек, сөз бе? Міне біз осындай тәрбие жоқ қой бізде. Біз малды өзіміз сияқты адамнан сұраймыз. Дипломнан сұраймыз. Малды Құдайдан сұрау керек. Сонда Абай айтады. Абайдың қазағы бізден биік. Неге? Өйткені Абайдың қазағы Құдайды малдан сұраған. Қазақ айтады, Құдайдан сұрағанның екі бүйірі шығады дейді. Адамнан сұрағанның екі көзі шығады дейді. Айта ма? Құдайға сенген құстай ұшады, адамға сенген мұрттай ұшады дейді. Сонда Абай айтады, Құдайдан мал тілейсіңдер, берді дейді. Алмайсыңдар дейді. Не берді дейді Құдай сендерге? Құдай сендерге беріп қойған екен ғой, баяғыда. Бізге беріп қойған малды. Не берді дегенде Құдай тағала сендерге мал табатын қуат берді дейді. 12 мүшең сау ма?
қазақ айтады, 12 мүшең сау болса, кедеймін деп айтпа дейді. Неге? Біреулер әлі күтіп жүр ғой, Құдай береді деп. Құдай беріп қойған дейді саған. Не? Сен 12 мүшеңді сау қылып берді дейді. Қуат берді дейді. Енді 12 мүшесі сау адамдар бірақ кедей. Қанша жұмыс істесе де байымайды. Енді оның екінші Құдайдың берген дейді. Сол қуатты орнымен жұмсауды үйрететін ғылым берді дейді. Оны меңгермейсің дейді. Сол қуатты орнымен жұмсайтын ғылымды оқығанда түсіну үшін ақыл берді дейді. Ақылыңды қайда жұмсап жерін дейді. Сонда қазіргі кезде адам кедей болып отырса, яғни ақылын дұрыс жұмсамағаннан. Яғни 12 мүшесі сау, тепсе темір өзетін жігіттер кедей. Неге? Құдайдың бергенін білмейді. Сондан ақылды адам ешкімнен жұмыс сұрамайды. Ақылды адам жұмысты өзі жасайды. Түсінесіз бе? Есектің артын жусаңда мал тап деген сияқты. Жоқ, ол былай. Арты деген жоқ қой. Мәтінде есектің көтін дейді. Жалпы біз қойымыз керек, жалған мәдениетті болуды. Абай ұялмағанда сіз неге ұяласыз? Көт деп айту керек, оның тұрған не бар? Көт деген ол жаман сөз емес, өйткені көті бар деген батыр бар. Майгөтен деген, майгөт деген ақын бар қазақта. Оның жаман сөз емес көт деген. Мысалы, күнде көт деп айтып, өзіңіз үйреніп кетесіз. Жоқ, ата бабаларымыз ұялмаған ғой, мысалы. Соны Абай айтады, есектің көтін жусаңда дейді, ол былай, арланба деп тұр. Арланба. Мысалы, қазақта мақал бар, жарлы болсаң арлы болма дейді. Яғни кедей болсаң арланба. Арлану деген не? Мысалы, біздің бір ауылда дейік, бір ауылда бір бай адамдар бар. Қорасын тазалау керек, мысалы. Не малын бағып беру керек. Соны ауылдастарына айтса, жаңағы айтады дейді, сенің қораңды тазалағанша аштан өлеймін мен. Ол не істеп тұр? Арланып тұр. Ол үшін ол ұят деп есептеледі. Ал ол ұят емес. Сенің бала-шағаң аш отырған ұят. Бірінші ұяттың не екенін білу керек қой. Содан жарлы болсаң арлы болма дегені, ол Абай сынайды, бірақ қазақ арланба деп тұр, сөз бе? Арланба. Есектің көтін жусаң да, қолыңа жұқпас, мал тауып кел дейді, Абай айтады. Өйткені Абай айтады ғой. Тәуекелсіз малды қалай табылады дейді. Тәуекел керек, тәуекел. Қорықпау керек. Мысалы, Шәкір мәшһүр айтады ғой. Жігітшілікте жанынан кеште іс қыл дейді. Жанынан кеште іс қыл. Өлсең өлесің, өлмесең адам болып шығасың дейді. Бабанкке бару керек жас кезде. Сонда оны тәуекел дейді. Сонда Абай айтады ғой. Тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас. Еңбек қылмас, еріншек адам болмас. Есек көтін жусаңда мал тауып кел. Қолға жұқпас, еш адам кемет алмас дейді. Міне осы контекстті айтып отыр Абай. Түркия елінің президенті Ердоғанды бәріміз білеміз. Қандай адам екенін де білеміз. Сол кісінің енді өмірбаянына қарап отырсақ, бұл кісі бала кезінде медресеге бітірген. Енді біздің қазақта жас буындарды сол медресеге оқыту керек пе, әлде мектеп бағдарламасына тереңдетіп енгізу керек пе? Сол жөнінде айта кетсеңіз. Жақсы, өте жақсы сұрақ. Жалпы мынау Малайзияның ғылым білімнің мемлекеті ғой, мұсылмандар үшін. Сонда Малайзияда медреседе оқыған бала бір мамандық алып шығады екен. Медреседен. Мысалы, IT мамандығы, биоэнергетик, нейробиолог, сөз бе? Бізде ғой медреседе тек қана Құран мен хадис жоқ. Медресе деген оқу орны, мысалы, бұрынғы классикалық исламның кезінде дәрігерлер, астрономдар, физиктер барлығы медреседен шыққан. Сонда қазіргі кезде мындай біздің КМДБ-да мәселе көтеріліп жатыр. Медреседе дүниеви пәндерді енгізу. Сонда ол неге мықты болады? Өйткені медреседе білім алған. Ал Әлихан да, Мағжан да, Сұлтан Махмұд да, Абай да медреседе білім алған ғой. Медреседе білім алған адам бір нәрсені үйреніп шығады. Харам мен халалды, обал мен сауапты. Одан кейін ол адам ешқашанда адамшылықтың Алла жібін аттамайды. Халқына адал қызмет ету. Бәрекелді. Сондан ол фундамент.
ол керек міндетті түрде. Бірақ медреседе ғана оқып, кейіннен қайыршы болып, көрінген көз сүзіп, шайтанның шырмауын түсіп қалмау үшін кәсіп болатын мамандықты қоса меңгеру керек.